Тесікке арба шегетін, қырқада тезек теретін, сол көңмен анам көмбеге көніге пісіріп нанын беретін. Қой кезек бағып кезетін, кешкісін табын бөлетін. Әжеміз күнді айранын қаймағын арқадан қағып беретін. Сол күндер тәтті, сол күндер сәтті, сол күнді қаттай сағындым. Сол күндер тәтті, сол күндер сәтті, сол күнді қаттай сағындым. Шалғы мен шөпті шабатын, күн жаумай жинап алатын. Әкеммен бірге мінгесіп тілдесіп, торатпен тойға баратын. Бас көз боп үйде қалатын, көңілімізді табатын. Анамның киіп алатын халатын, сиырды ағам сауатын. Сол күндер тәтті, сол күндер сәтті, сол күнді қаттай сағындым. Сол күндер тәтті, сол күндер сәтті, сол күнді қаттай сағындым. Ассалаумағалейкум ағайындар. Ағайындарды аралау, өздеріңізді таныстыру жалғастырып жатырмыз. Бүгінгі келіп тұрған жеріміз Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылдық округына қарасты Жаңатұрмыс және Зортөбе елді мекеніндегі ағайындармен таныстыратын боламыз. Бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум ағайындар. Ағайындар таныстыру, бір-біріне жақындастыру тағы да жалғасып жатыр. Тағы да бір үлкен бауырымыздың үйінде келіп отырмыз. Біздің ағайындардың арасында, женшеміздің арасындағы ең үлкені қариясы осы жерде, Құдай қаласа. Бұл келіп отқан отбасымыз Кенжекәрім деген бауырымыз. Енді Кенжекәрім десек, көп адам танымауы мүмкін. Анарбек десе біледі, да, женше? Негізі өзінің аты Кенжекәрім, бірақ Анарбек деп кеткен. Осы бауырымыз үйде келіп отырмыз. Айнабек Жәкенің баласы, бұл енді 60-ға келген кезде көрген шалдың баласы, біраз категория правасы бар. Құдай қаласа, енді осы отбасына келіп отырмыз танысу үшін. Өздеріңізді таныстыру үшін. Женше, өзіңізден бастайға. Женшем енді Айнабек Жәкеннің үйіндегі женшеміз, Ырыс деген женшеміз. Женше, қай жылғысыз? 40-шы жылғы. 40 ба? Көкем, Айнабек Жәкен 1922 екен. Женшелердің ішіндегі ең қариясы сіз екенсіз. Төркін қай жерден, өзіңізден бастап таныстырып кетейік. Төркінім Қожатоғайдан. Қожатоғай. Қандай ұрудан? Кемел ата. Енді Айнабек Жәкенмен қай жылда бас қосқыздар? 67-ның ақырында келдім, ал декабрьде келдім. 60 болайын деп қалған еді, ноябрьде, декабрьде келдім. Енді Женшем мен Айнабек Жәкеннің арасындағы ұлдар қыздарды кім өзін таныстырасың ба? Өзінен бастап, енді осы сөз өзіңе берейік. Ал енді таныстыратын болсақ, Ақтыкерім деген ең үлкеніміз, кейін Серік деген ол кісі марқұм болып кетті. Қай жылғы Серік ата? 68-ші жылғы. 68 ол кісінің отбасы Ленин совхозы, да? Ол жерінде ол жаққа барамыз, Құдай қаласа ағайындар таныстырамыз. Кейінгісі тағы бір Мейманхан деген бала болған, ол кішкене шетінеп кеткен енді кішкене. Кейінгісі Гүлмира әпшем, совхоз жерге күйеуі деген. Кейінгісі Ситкәрім, Жаңатұрмыста тұрады. Ол қай жылғы? Өзі алды, ол 76-шы жылғы. Кейін мен ғой сол. Кенжесі, Кенжекәрім аты. Кенжекәрім. Енді келін қай жердің қызы? Келін Варашевтың қызы, Қылыштылардан. Қылыштылардан ма? Жақсы. Келіннің есімі? Есімі Мұхабат. Мұхабат па? Енді келінмен де балдарда келін таныстыра ма? Балдар. Келін өзіміздің балдар таныстырып, өзін туралы айтып кетіп. Төртінде құда-құдағайлар кімдер, ол кісілер? Үлкеніміз Ерсұлтан 2008, одан кейінгісі 2009 Гүлназ. Гүлназ ба? 2011 Ағайдар, 2015 Нұрсая. Балдар қыздар ма? Балдар не істеп жатыр бұл? Немен айналысып жатыр? Бұл бала колледжде оқиды, 9 бітіп, колледжге түскен, аз екінші жыл ғой.
Екінші курс. А бұл бала мектепте оқиды. 9-шы класс. 9-шы класс. Нағыз? Нағыз 10-шы класс оқиды. 10-шы класс оқиды. Нағыз? 5-ші класс бұл. Нағыз 5 па? В общем, үшеуі мектепте ғой, мына біреу үлкен колледжде. Үшеуі мектепте, бір колледжде ма? Жақсы. Өнер болса көрсеткен жақсы. Қыздардың арасында өнер бар, балдарда өлең оқымай ма? Ондай жоқ. Ондай жоқ па? Анам біраз ептеп Өзі айтады ғой, тастап кетті. Өзі айта ма? Өзі қатырады. Өзін Андай домбыра жоқ та. Бұл 3-4 жыл төлгеші күндерменен ойнадық та ауылдағы. Аман ғой, аман. Аман ойнады. Кейін қуып кететін болдым ғой, 7 сағат оқиын деді. Қой, 7 сайын бұна ғой. Осы ауылда жүре бер. Кейін соң кейін орайда манияқа барып, қалмаққа қалдарына қосып қойсын. Кеше біз мына ағайындар бір-бірін таныстырып жатырмыз. Құда қалса ертең ағайындар көреді. Ағайындарға сәлем деңіз ama айтатын. Ертең көрген кезде ағайындар Батырқожа ағайындардың ішінде қариясыздар өздеріңіз. Құда қалса келіндеріңіз бар, бауырларыңыз бар, қайындарыңыз бар, бәріне тілегіңіз болса, айтатын ақылыңыз болса, батаңыз бар ма? Батырқожалар Қой енді Құда қаласа енді өсіп өне берсін, жақтарымыз көбейсін, балдарымыз үйлене берсін, қыздарымыз тұрмысқа шыға берсін, өздерімен өздері өсіп өніп көбейіп кете берсін, шығам жүре берсін, дендері сау болсын. Не дейміз, мынау Батырқожа елі Абысының олына өскемізге, абысынымыз. Бірлігіміз жоғалмасын, Құда қаласа өстіп, бірлігімізге сыйласып, ынтымақпен жүре берейік. Сол ғой. Келін қосып кетесіз ба өзіңіз балдардың арасында? Ал енді осы Батырқожа әулетінен тараған күллі аға әпкелерімізге бәріміз бауырмал болып, бәріміз сіз біздесіп, сыйластығымыз жоғалмасын. Осы айтайын. Батырқожалар әулетінде ешқашан той кетпесін, ауызбіршілік жоғалмасын. Айтатынымыз осы. Мына қыздар ше? Қыз болма? Қыздар болма? Ұялып тұр. Қыздар ұялады ма? Қиналар іштей өзімен өзі күрсініп, қажытты білем бітпейтін күйбең тіршілік. Мен жаққа кейде үмітпен қарап қояды, өскен бежеміз жегізегілігі бұл шыбық. Өмірде мынау өзіңсіз жалғыз тірегім, шықсаң да қабақ көңілің жылы білемін. Бақытты жанмын, себебі сендей әкем бар. Сен болсаң әке, әкесіз өскен ұл едің. Бәрекелді. Құдай берсін, кем болмасын, дастархан берекесін беріп, деңгейіне беріп, ұлдарымыз өсіп, баламыздың ұлдары өсіп, қыздары өсіп, келін түсіп, Құда қаласа, көптің жасын, көптің несін берсін, Құда қаласа, келін түсірсін, қыз жатсын. Сол біздің көргеніміздің бәрін көрсін, Құда қаласа, келін жұмсасын. Балдарым, келіндерім, барған жерінде балдадай батып, судай тағып, қыздар судай батып, балдадай батып деме жаңағы қыздар. Барған жерінде бақытлы болсын, балдардың алғаны да жақсы болсын, айналайын өмір жасы ұзақ болсын, шырақтарым, немерелерім өсіп өніп, Құда қаласа, аңсаған армандарына жетсін. Әмин Аллах, аман болыңыздар онда. Жалпы жаңа тұрмыстың көне тарихы бар. Бұл өлкені 1928 жылдан бастап адамдар мекендей бастаған екен. 1933 жылы жаңа тұрмыс колхозы құрылады. Қазіргі кезде жаңа тұрмыс елді мекенде 500-ге жуық отбасы мекендеп отырған. Солардың ішінде 13 отбасы біздің ағайындарды құрап отыр. Тағы да бір үлкен отбасына келіп отырмыз. Бұл отбасы Оқап тәтемнің Оқап ұлының. Енді тәтемнің үйде үлкен жеңшеміз отыр, қария.
Қажылыққа барып келген. Шүкір Алла. Иә, Құдай қаласа 2 рет барып келдіңіз десе, 2 рет барып келдіңіз. Осы отбасымен жақында таныстыру біздің басты міндетіміз десе. Енді сізден бастайық. Бәтіме кейінді сөз бере жатамыз. Жалпы жешемнің аты Тәжеше, Тәжігүл, Тәжік. иә. Енді көкем, орынбасар көкем 40 дедік, 40 ма? Өзіңіз 47-сіз ба? Мен 47. 47. Көкем, орынбасар көкем қай жылға өтіп кетті? 77. Сентябрьда. 28 сентябрь. 28 сентябрьда баяғы. Осы фундаментті ұрды да, бірақтан екен. Сіз 30 жаста қалдыңыз, 30 жаста емесіз? Сондай Айналайын, ешірме, енді рахмет. 7 баламен қалдық қой ол кезде. Айгүл кішкентай неше жаста еді өзі? Айгүл 3 жасар болды, Ерғожа өліп кетті. Ерғожа деген бала бар еді. Өзіңіз қай жердің қызсыз? Ленин совхозының қызымыз ғой. Қандай ру? Аманқожа. Көкеммен қай жылы? 61 жылы 12 сентябрьде алып қашып келген. Как раз осы айығында сентябрь, 12 сентябрьде келген. Жақсы. 61 жылы келген. Жақсы. 60 болып кетті ме келген ме? 70 жыл болды ма? Жақсы. Жас келген ғой мен. 7 біте сап келген. 16 жасында. 14 жасында. 16-та Гүлназ айтты ғой. Папамды 16-та босаныпсыз деп. 14 жас дегеніңіз ба? Әкеміз айтып отыр еді. Домбыра шалып бетер шалып деді ғой атаңыз. Ой атаңыз деді. Әй балам деп мен. Балам ғой кішкентай бала. Енем бітеп асырады ғой бешара. Білмеген бәрін үйретіп бәрін асырады. Бұл 63. Одан кейін? 5 декабрь. 4 декабрь. Одан кейінгі Сәдіғожа. Сәдіғожа тәтем. Ол 65. Августта туылған еді ғой. Одан кейін Сәдіба Қасен. Сәдіғожа 4 жасарда өліп қалды. Одан кейін Айсұлу. Айсұлу, ол 70. 70. Ол совхозда. Одан кейін Нұрсұлу 72. Айгүл 74. Енеміз 74-те қайтыс болды. Екі қабат едім, сол кезде қайтыс болды. Айткүл босанғанмын. Айгүл деп қоятын ек атын көкесі. Ой, Айгүл деген бейне шықты. Соны жұрттың қолында жүреді. Соны Айгүл қоямын деттім. Бейне сол жылы шыққан еді. Айгүл деп қағазы текеттісін еді. Сонымен оны Айгүл қойды. Айгүлден кейін Ерғожа деген бала болды. О бір бала болса болды, одан кейін бопты, жетеуі болады деп жүрген еді. Өлді де қалды ол. Тойға апарып өлтіріп кеттік. 40-ына шығармай. 30-ға шейін 7 босанып қойғанбыз әні, көрдің ба? Кейін бәрі өліп қалған қалды ғой, шүкір Аллаға. Оқап бәтем, енді өзіңіздің енді семьяңызбен жешемнен бастап таныстырып кетсеңіз. Жа апаң айтып кетті, мен 63 жыл. Жешек Сәуле Сапқалиевның қызы 86 жыл екеуміз тұрмыс құрдық. 86 жыл Құдай қаласа. Содан екеуміз міне Құдайға шүкір 86-тен бері Алла тағалам 3 қыз 2 бала берді. 3 қыз 2 бала берді. Үлкені Айнұр деген қыз. Нешінші? Ол 86. 25-ші декабрь. Астанада ма? Астанада. Ол Астанада әзір ішкі істер органында жұмыс істейді. Немерелер бар? Немере үшеу. Капитан. Ол капитан әзір Астанада. Одан кейін Өстем деген оның. Ол қай жылы? Ол 88. Қызметі жұмысы? Ол қалай айтсаң, мынау Ақордада ғой. Президент аппарат? Президент аппаратында. Жасама Сол жерде ол жұмыс істейді, консультант деп бір айтып естігемін. Рүстем үйінде келін? Рүстем үйінде келін Ақтөбенің қызы. Кіші жүздер. Немерелер? Одан немерелерден әзір Құда қаласа 4-еу. Одан 3 бала, 1 қыз бар. 3 бала, 1 қыз бар. Әлинұр, Бегнұр, Ажар, Ернұр деген. Үшеу. Рүстемден кейін Гүлназ деген қыз бар. Шымкентте 112 квартал тұрады. Қай жылға тұрғыз? Ол 90 жылғы. Аралары 2 жылдан ғой, 88, 86, 90. Ол Құдайға шүкір одан да 5 немере бар. Сапарбек 92 жылғы. Келін? Ол Өскеменнен, Басмандар. Немере неше? Немере одан 2-еу. Бір бала, 1 бала, 1 қыз бар. Даниял деген бала, тағы 1 қыз бар. Одан кейін жаңағыдай Гүлназ Сайдана деген қыз. Әзір ол биыл 11-ші класты бітіріп, Астанада. 2007. 2007 ма? 2007 мен 92 арасы санаса қанша жыл болады? 16 жылда туды деді ғой. 16 жылда. Разница сондай. Өзіміз бір ауылда
екі ортада жүреміз ал қызметте қаласа шығамыз, қаламаса шықпаймыз. Ағайындарды көп тұрамыз. Жеңшем жұмыс Бұл өз айтады енді. Мен совхоздан өзіңіз жаңа туғанның қызымын. жұмысыңыз қазір Жұмысым пенсияда емханада ұзартып және істеп жатырмын. Дешенден бастайық. Ағайынға айтатын бір жақсы бір сәлем деген ұзына көреді ертең. Телевизордан көреді. Ал айналайын. Батырқожа әулеттері аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бақытты болыңдар. Бала шағаларыңа бас болып, кәрі кемпір шал болып, біз сияқты меккеге барып, ұл қыздарды ұзатып, құлақласа көргендерің тек той болсын, дендерің сау болсын, Алла жар болсын. Батырқожа әулеті бір тайпа ел болып көбейе берсін. Бір де өзіңізді қош берсеңізші. Құда қаласа, Батырқожа көбейе берсін, құда қаласа. Көбейсін. Халқымызға Бір тайпа ел болсын айналайын. Аз біз той ақырымыз. Ағайындарға сәлем, дендері сау болсын, аман болсын, өсіп өне берсін, құда қаласа. Бәрі бақытты болсын, Алла жар болсын бәріне. Ал Сәуле, сен де бірге. Келгеніңізге өте қуаныштымыз. Осындай сіз бар екенсіз міне. Сіздің арқаңызда бәрі береке бірлігіміз болсын, құда қаласа. Осы көкеңіздің, апаңыздың сөзіне қосыламын мен де. Өстіп, бәріміз бірігіп, жаңағы ойнап күліп жүре берейік, құда қаласа. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бала шағаңыздың рахатын көріңіз тек қана. Небере бақ, шөбере бақ, құда қаласа Алла. Еңбектеріңіз жана берсін өстіп. Жақсы онда. Енді негізі мақсатымыз осы еді. Рахмет сіздердің жолдарыңызда жастарыңызды берсін. Жешемдер ертең құда қаласа бейнетін зейнетін көрсін. Тәтемдердің бір жылдан кейін пенсия жақындап қалды. Осы Бізде ниет тұр, екеуміз мына күткен мен. Қазыққа баруға құда қаласа. Алла тағала сол күндер Алла насіп етсе бірге барып қайтсақ деген ой бар бізде. Сол күндер жатсын. Аман болыңыздар. Бір Аллаға сыйынып, жаман істен тыйылып, қосылданып дәрет ал, таза киім киіліп, мешітке кел намазға, жамағатпен жиылып деп еркін бауырымыз жырлағандай, біздің келіп тұрған жеріміз жаңа тұрмыс елді мекеніндегі ағайындарымыздың Алланың алдындағы парыздарын өтеп жүрген Айнақожа мешіті. Тағы бір үлкен ағайындардың үйінде келіп отырмыз. Келіп отқан отбасы Кеңес көкемнің үлкен ұлы Серік көкемнің отбасы. Жалпы Серік көкем ұлы өмірден өтіп кетті. Жалпы Кеңес көкемнен 5 ұл 5 қыз ғой. Соның үлкені Серік көкем еді. Шын есімі Серікбай еді көкемнің. Серікбай көкем еді. Ұлы өмірден өтіп кетті. Жеңшем Карима жеңшем отыр мына. Жеңшемді сұхбат алуға келдік арнайы жеңше. Осы өздеріңізге келіп отырмыз. Енді отбасын жақсылап таныстырып. Көкем қай жылғы еді жалпы? 54. 54 еді? 54 деген паспортында. 93-те қайтыс болды. 39 жасында. 39 жасында өмірді өтіп кетті көкем жатқан жері Мен 34-те қалдым. Ағайыншыл өте мықты кісі еді көкем. Өзіңіз төркініңіз қай жерде? 86 Шыршық, Өзбекстан ғой. Жақсы жеңше, енді өздеріңіз келіп қалдық. Енді мына Құда қаласа деп ағайындарды аралап жүрміз. Кеше көрдіңіздер ғой, Теміртаудағы Қатонбектегі ағайындар шықты. Енді жаңа тұрмыстың кезегі келіп тұр. Өздеріңізге келіп тұрмыз. Жалпы Серік көкемнен бастап неше ұл, неше қыз, өздеріңіз үлкенден бастап бір атап шықсаңызшы. 4 қыз, 2 ұл болды. 4 қыз, 2 ұл. Үлкені? 5 қыз еді, бір қызым қайтыс болған. 12 жасында. Ерболым ол өтіп кетті. Ең үлкені кім? Мен Бағила. Бағила қай жылы? Мен 77 жылы. 77. Одан кейінгі Ербол еді. Ербол өмірді өтіп кетті. Бөлек семьясы бар, кейін бөлек түсіреміз. Одан кейінгісі? Одан кейін Зүлпия 82. Ол еді? Ленин совхозда. Одан кейінгісі? Зүлпиядан кейін Рамида 85, ол Алматыда. Одан кейін 87 Есбол. Кейін ең кішкентайымыз Гүлі 89 ғой. Гүлі. Жамбылда. Жақсы. Ол әкесімен 3 жасында қалды ғой. Енді мына жалпы Ерболдың бөлек отбасы бар, Ербол өмірді ғой, жаңа келіндер бөлек түсіреміз ғой, барам ғой. Мына Бағила үйдің үлкен енді қыдырып келіп отыр. Енді Бағила жалпы өздерінің не жұмысы бар? Мен үйде отырам, қызбен, жолдасым істейді. Жолдас істейді ма? Кішкентай сабаққа барады, осыған қараймын. Бұрын жұмыс істедім, енді қазір үйдемін ғой. Жақсы. Бұрында жеңше біз есімде ғой, біз ана Қарабақта тұрған кезде сіздерде біраз сояқта тұрдыңыздар да? 4-5 жылда, иә? 5 жылда. Бағила кішкентай еді көзі. Сояқта кімдер, Ерболдар сояқта
Erbol'dan bastap şu yerde tuğuldu, Zülfiye şu yerde tuğuldu. Yine avuldan tuğuldu. Odan 83 kız, kaçırıp bir oğuz tuğuldu. Sürgen kegemiz koy kaytadan. О жерде мен көрермендерге бір түсіндіріп кетейін. Алдындағы Теміртаудағы Қабылбектерді ағайындарды түсірген кезде Қарақалпақ деген атауларды ауылда атап кеттім ғой. Көбісі сұрақ қойып отыр. Өзбекстанда Қарақалпақ па деп. Өзбекстанда Қарақалпақ емес. Ол сол тек қана сонымен аттас біздің Сарыағаш ауданында Түркістан облысының Қарақалпақ деген елді мекен бар. Сол жерде біздің ағайындардың негізгі туып өскен көп қара шаңырағы, әлі де біраз ағайындар бар. Келесі бір бөлімді сол жаққа арнаймыз ағайындарға. Сол үшін осы Қарақалпақ деген тек қана аты ауылдың аты ғой негізі. Сол жақта біраз тұрдыңыздар. Кейін осы жаңа тұрмысқа келдіңіздер, ә? Иә, кейін. Жаңа тұрмысқа Қайнатамыз. 83 жыл көшіп келді де Иә. Қыздар енді үйге келіп тұрады балалар. Шүкір, Аллаға. Есболшы неле Шымкентте ме жұмыс істеді ме? Иә. Жақсы. Енді ағайындарды аралап жүрміз жекше. Ағайындарға айтатын сәлемдеріңіз болса қосып жіберіңіз, ертең ағайындар көреді. Ағайындарға ырзамын, шүкір Аллаға. Ағайындардың бәрі ынтымақты, шүкір бәрі хабарлап тұрады, жағдайымызды сұрап тұрады. Жақсы отырыспа деп араласып тұрамыз. Ынтымақты болсын, жастарға да Құдай әйтеуір жүріп бір-бірімен араласып хабарлап тұрады. Ағайынға не дейміз? Ырзамыз ағайынға. Ағайынға қапакершілігім жоқ, шүкір Аллаға. Қалай деп тұрады. Шүкір хабарлап тұрады, амандығымызды біліп, балдарды сұрап тұрады, небірлерді. Бағила өзін қосып кетсей. Жақсы, тәте рахмет, сізге өстіп келіп, ағайын туысқандарын бәрін, жаңа танымайтындарын бір-біріне таныстырып, табыстырып жүргеніңізге. Құдайға шүкір, жақсы туған туысқандарымыздың бәрі, бауырларымыздың бәрі аман болсын. Мысалға осы телефонда да көріп неғып жатырмыз, ол қанша танымайтын ағаларымыз бар екен. Жақсы. Құдай қаласа ынтымағын берсін. Бәріміз бір-бірімізбен араласайық. Енді основной ұлдар ғой араласатын. Шетте жүрген қайныларымызға, қайнағаларымыздың бәріне, жастарға басып отырған бәрінің өмірлері ұзақ болсын, тендері сау болсын, аманшылық болсын, ілінген жеріміз, ел жұртымыз аман болсын. Бұл қыз жем ба? Мен қызым ғой бұл. Аты? Сымбат. Сымбат неше оқиды Сымбат? 5-ші класс 2010. 5-ші класс па? Сымбат деген небереміз бұл қыз. Күтіп, мен апа деп іздеп тұрады, хабарап тұрады, барып тұрады. Апасынан ба? Сабақ жақсы ба Сымбат? Ау. Сабақ жақсы ма? Иә, жақсы. Жақсы. Өлең айтасың ба? Грамота. Өлең оқисың ба? Тақпақ. Тақпақ айтасың ба? Грамотамен оқиды. Мақтау нелері бар. Жақсы оқиды. Сонда Еспен. бірақ жақсы. Өзбекстандағы туысқандарымызды бәрін көрдіңіздер, иә? Бәрін құдай қаласа ертең бәрін шығарамыз жеңше. Бекер айтпайды ғой, ағайынның бар жерде басында тұрар әруағын дейді. Ағайынның жоқ жерде Шайнаудағылар бар. Ағайынның бары жақсы. Бекерге атаулар айтқан жоқ. Сол ағайын аман болсын. Бір-бірімізден хабарлап тұрайық. Осы бағдарламаны арнадық ағайынға. Рахмет сізге. Бір-бірін көріп отырсын. Үйде отырып бір-бірін баруға шамасы келмей қалды. Өздеріңіз денсаулық жарамай қалды. Өзіңіз бір жерге денсаулық жарамай қалды. Шығамай қалдыңыздар. Bir жерде көрінді кеткеніңіздер. Сондықтан телевизордан көріп, телефондан көріп ағайынмен хабарласып тұрсын деп барамыз. Денсаулығым болмағанмен де көп жерге барамаймын. Бәріне ырзамын мен. Шүкір Аллаға. Аман болсын бәрі, жақсылықтарда. Жақсылықтарына, тойларында қайтсын, той болсын. Жастарымызды көрген той болсын, өмірлері ұзақ болсын, ағайындар ілінген жер аман болсын. Тек тойларда жүрейік, аманшылық болсын. Жастар аман болсын. Жақсы. Жалпы жаңа тұрмыс елді мекенінің тағы бір мақтанышы. Көп ауылдық елді мекендерде бола бермейтін бұл спорттық алаңқайлар. Жаңа тұрмыс елді мекенде дәл балалардың ойнау үшін спорттық алаңқай салынған. Бұл жалпы алаңқай қазіргі мына Лес Ашимов атындағы спорттық ойын алаңы. Біздің жалпы осы жердегі ағайындардан футбол командасы құрылған. Осы жаңа тұрмыс елді мекенде футбол команданың тренері біздің ағайынымыз. Әңгімемізді сол үйден жалғастыратын боламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Ағайындар таныстыру тағы жалғастырып жатырмыз. Кеп отқан отбасымыз Атқалық деген көкеміздің отбасы. Атқалық көкем Нұржан көкемнің үлкен баласы. Нұржан көкем үлкен баласы, Құдай қаласа
биыл 65 жасқа келіп жатыр, иә? Иә. Ақбал деген Назира жеңшем деді. Әбеке, отбасыңызға келіп отырмыз. Әбекеңіз бір-екі жылдан бері денсаулығы болмай қалды. Мына Батырқожа ағайындар бір-бірін таныстырып отырмыз. Денсаулығы жақсы ба өзіңіздің? Құдайға шүкір. Жақсы. Мына ағайындардың бір-бірін өткенде көрдіңіздер ғой Теміртаудағы. Сол жақта бір-біріне жаңағы таныстырып келіп отырмыз. Енді Әбекеңнің отбасын енді Сейдіғазы өзі таныстыра ма? Әбекеңнің баласы Сейдіғазы жасап өзі таныстырып жібер. Менің әкем Абдықалық. Бұл кісіде мен бір өзім балдардан екі қыз бар. Біреуінің аты Дина, Гүлзада. Өмірден өтіп кеткен екі қыз. Мен анам Назира, одан кейін жұбайым Ділбар, одан кейін үлкен ұлым Салих, жасы 15-те, одан кейін екінші бала Саят, жасы 13-те, одан кейін Гүлзина қыз, 9-да жас, одан кейін басы кішкентай Сәния қыз, 4-те жас. Мен атым Сейдіғазы. Жақсы. Енді жеңше өзіңіз төркініңіз қай жер? Мен төркінім Ташбұлақтың қызыма. Руым Зергер. Зергер қызымыз бар. 84-ші жылы бұяқа келеміз осы ауылға. Келін болып түскенбіз. 85-ші жылы қызым бар еді, 87-ші жылы қызым бар еді. Екеуін Аллаға тапсырып қойдық. Одан кейін 89-ші ұлым, балам. Осыдан, осы әйтеуір. Осы семья. Немерелер өсіп отырсың. Осылар өсіп өніп отырмыз енді. Құдай осылардың өмір жасын ұзақ болсын, дендері сау болсын. Мына қосақтарының қосақаттайып, осы ұлдарын немерелердің рахатын көрейік деп екеуміз отырмыз істеуіміз. Әбеке, өзіңіз ағайынды келіп тұра ма ағайындар? Ағайынды араласамыз, денсаулығы бері қарай деді ма? Бері қарай деді жақсы. Қол аяқсан кемді отыр ма? Көкеміз денсаулығы бір-екі жылдан бері мазасы болмай қалды. Алла шипасын берсін. Көке, жазылып кетіңіз. Осы бала-шаға немереге еге болып отырыңыздар. Қалқи біздің жаңа тұрмыстағы ақсақал өзіңіз үлкен ер азаматтар. Енді жеңшелерімізден үлкен кісілер бар ғой енді. Ер азаматтардың қазір ақсақалын өзіңіз алдымызда үлкен болып бізге бәйтерек болып жүре беріңіздер. Сейдіғазы өзің қазір не жұмысы бар? Сапырақ білем ғой қазір. Сапырақ жұмыс жасың ба? Өзің қай жылғысың? 89. 89, енді Ділбар, келіндеріңіз біздің жиен. Мен әпшемнің қызы, Ұлжағас әпшемнің қызы, иә. Ділбар қазір үйде жұмыс отыр ма? Иә, жұмыс істеймін. Балабақшада тәрбиешімін. Негізгі мамандығым бастауыш сынып мұғалімі. Қазір осы ауылдағы бақшада істеп жатырмын. Жақсы. Балдар енді өнерлері бар ма? Балдардың, қыздардың өлең айтатын билейтіндер жоқ па? Биге барып жүр қызымыз. Бұл сәл ұялшақтау, тартыншақтау. Соны сәл ашайық деп бергенбіз ғой биге. Құдай қаласа ертең жақсы сақалдан көріне берсін. Баламыз Құранға барып жүр, арабша оқиды. Жақсы. Құдай қаласа. Арабша әріптердің барлығын біледі. Қари болсын, хафиз болсын, жақсы мықты дін азаматы болсын, елге қызмет қылатын азаматтар болсын. Әбеке, ағайынға айтатын тілегіңіз бар ма? Бата бересіз ба? Ертең ағайындар көреді сізді. Ағайынға, Батырқожа ағайындарға не айтасыз? Не айтамыз? Айтқанда ынтымағымыз жоғалмасын, бәріміз ынтымақты болай, ынтымағымыз жақсы болсын. Мен не айтайын? Жақсы, рахмет. Жеңше, өзіңіз қош жүресіз ба? Ағайынға, Батырқожа ағайындарға көріп тұрасыздар ғой бәрін? Иә, көріп тұрамыз, кеп тұрады, хабарлап тұрады. Жақсы ағайындар. Көкеме кеп тұрады. Араласып, иә. Жақсы. Сейдіғазы өзің, ағайын Батырқожа ағайындарға айтатын. Ауызбіршілігіңіз жоғалмасын. Өйстіп сізге рахмет, өйстіп әйтеуір бастаманы қолға алыпсыз, әдемі өте тамаша бастама. Ағайындар танысып және көріп жатырық. Қуаныштымыз өте. Бірлігіміз арта берсін. Жақсы. Ділбар бар ма? Жақсы онда, әбеке. Алла Тағала өзіңізге шипа берсін. Осы немере шөбелердің қызық қуанышын көріңіздер, жеңшем екеуіңіз. Мына Сейдіғазы, Ділбар осы балдардың Құдай қаласа қызық қуанышын көріңіздер. Жақсы үлкен мықты азаматтар өсе берсін. Осы үйге жақсылыққа, қызықшылыққа келуге нәсіп етсін. Ағайынның ынтымағы арта берсін. Ауызбіршілігі әрдайым мықты болсын. Аман болыңыздар. Рахмет. Ғабдуллин орта мектебі. Өзінде оқып көктедім. 11 жыл оқып өзіңде балалық шағып өткедім деп біздің осы жаңа тұрмыс елді мекендегі ағайындардың бір
99% десе де болады. Осы Ғабдуллин мектебінің ескі корпусына оқыған болатын. 2014 жылы жаңа корпусқа негізін көшіп кетті. Қазіргі енді ғана 11 сыныпты бітіретін оқушылар оқып жатыр. Дегенмен де біздің ағайындардың білім алған, білім нарымен сусындаған жері осы Ғабдуллин мектебі. Жаңа тұрмыс елді мекендегі тағы бір үлкен отбасы Өріспе тете үйіне келіп отырмыз. Өріспе тетенің ар жағынан айтатын болсақ, Кеңес көкемнің баласы. Кеңес көкемнен жалпы әпелдесінен 5 ұл 5 қыз, өреге? Иә. Өзіңіз бір атап шығасыз ба? Иә, атайын. Ассалаумағалейкум. Енді біздің жаңағы әке-шешеміздің, Кеңес әкеміздің тараған 10 жанбыз. 5 қыз, 5 ұл, 5 қыз. Ішінде енді бақилыққа өткендер бар, қалғандар бар. Ең үлкеніміз Серікбай деген ағамыз бақилыққа өтті, оқысы. Кейін Ырысгүл деген кейінгі әпшеміз еді, ол да бақилық болып кетті. Одан кейінгі әпшеміз мынау Киевте тұрады, Сұлухан деген, Құдайға шүкір әзір аман екен. Кейінгі және бір әпкеміз осы ауылда тұратын еді, араларға шыққан Зейнепхан деген ол да бақилық болды. Кейінгі әпшеміз Несіпгүл деген ол да бақилық болды. Чұсықта тұратын еді. Кейінгісі менен кейін Құдайын берген інілерім бар, одан кейін қарындасым бар. Менен кейін Мұрат дегеннен бар, Сапқожа тұратын жерде. Дәулет дегеннен бар, Теміртауда тұрады. Кейін Құрбан дегеннен бар еді. О да жаңағы бейшара бақилық болды, жолын өткіздік. Кейін бір қарындасым бар, мына социализм елді мекенінде тұрады. Осы 10 жамбыз өршіленген жаңағы. Олардың ұл-қыздары бәрі өздері, ұқтағалады бәрі жайында. Әжемнің өзі есімі Райда Әжем. Өзің төркініңіз? Қарақалпақта. Қарақалпақта Бейсенбай Омарқұл деген кісінің қызымын. Руым Алғайдың қызымын. Ал енді Алланың берген 4 қыз, 1 ұлы бар. Құдайға шүкір бәрі өсіп өніп, жайларын тауып, барлығы да отбасысы бар, бала-шағалары бар. Үлкен қызымыз Нұрлайым Сарағаштан ары Мечөрін деген жерде тұрады. Одан кейінгі қыз Жамбыл колхозында тұрады. Одан кейінгі қызымыз Бадамда тұрады, балықшыларға шыққан. Одан кейінгі ең кішкентай қызымыз Сапқоз үйінде. Барлығы бала-шағалы. Ислам бойы өзің отбасымен өзі таныстырады деп, келіннен бастап, келін қай жердің қызы, бала-шағамен өзі жақсылап таныстырып шықсаң? Мен есімім Ислам, 1991 жылғымын. Келіншегім мынау Чернайкінікі. Есімі Зарина. Мына жақ есімі Сәбит, үлкен ұлым. Неше оқиды? 8-ші класс оқиды. 2012 жылғы. Одан кейінгісі Ғабит 2013 жылғы. 6-ші класста оқиды. Одан кейін қызым Аяна 2017 жылғы 3-ші класс оқиды. Одан кейін Сары Айсұлтан, бұл бақшада, жасы 4-те. Көзімді ашы Айсұлтан. Одан кейінгі кішкентайымыз есімі Ясина. Бұл енді 5 айлық болды бүгін. Өзіңіз қай жылысыз? Мен 63 жылымын. 63, құда қаласа ендігі жылы зейнетке. Иә, зейнетке құда қаласа. Марттың мағатшағында тұрамыз. 5-6 ай қапты. Женшем өзі зейнетте? Иә. Сіз екеуіңіз бір класста оқыстыр ма? Иә. Сондай бір әйтеуір соны естіп жүрмін да, сіз Қарақалпақта оқаса? Иә, білім қолап бір жерде болғанбыз ғой. Білімнің суын ішеміз. Ауылдағы білім аз болды десеңізші? Аз болды. Қарақалпақта неше жыл оқыдыңыз? Бізде өзі ауылда мектеп немнезді, жаңағы 3 жылдық болатын. Одан мынау келесі ауыл әзір Қарабабу баталда тұр, жаңағы 10 жылдық жүрдік қой. Сүйерде 6-ны бітірдік. Одан кейін ауылдан қайтадан 8 жылдық мектеп ашылды да,
ауылға оқыдық. 8 класс үшін ауылда түсірдік. Одан кейін жаңағы социализм деген жерге 9 классқа бардық. Сол жерде оқып жүргеннен кейін ағайындардың арасында бітірейік деп жаңағы Қарабұққа барып сол жерде бітіріп қайттық қой енді. 10 класстастарыңыз көбейген ғой сіздің? Енді ана 40 жылдық 50 жылдық деген жылда болады өзі. Асқар, мына сен қолға алған жұмысың өте орынды. Енді үлкендер бірін-біріміз танимыз ғой. Мынау бала шаға жаңа бірін-біріне жақын болады. Бірін-бірін таниды әйтеуір жаңағы. Сыйласып жүрген жақсы ғой, енді әйтеуір ағайынның арасында тату тәттілік болғанына не жетсін? Өлінбей жанбай бір жерде той болса, жиын болса, Құдай жамандық бетін аулақ қылсын, барлық жерде бір кісідей араласып жүргенге не жетсін? Осылай таныс болған екенінен білмеймін, енді осындай нені барлығын танысып, бәрін көріп отқан екен, танып отқан екен, ешкім бейжай қалмаса керек, бір жерде бір жиын болып анамын болып жатса да, мысалға, ой біз көрген екен, мына біздің жақын қойды соң жақтылығына, тойына барады ғой, енді айларда жиын болса. Сол жағынан бұл өте орынды жағдайда мына мәселе. Жеңше өзіңіз қосып жүресіз ба? Сізге рахмет, үлкен бастама бастап отырсыз. Ағайындарды бір-бірімен таныстыру, жастарды таныстыру ғой бұл мақсат. Рахмет сізге. Ағайынға айтарым, бар болайық, бір болайық, көпшіл болайық бақыласа. Той-томалақта бірге бас қосып жүре берейік. Бата көйлеріміз, жастарымыз аман болсын. Бала шағаларымыз өсіп өле берсін. Батыр қожамыз санын көбейте берсін. Ислам қожа. Жалпы ағайындарға сәлем. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Келін қосып жүресіз ба? Қосыласыз ба? Онда көке, Жеңшем екеуміз осы Демир шөбередің сарына жаңылсып, үлкен ақсақалды, қария, ақсамайлы, жаңағы ана бабы үшеудегі отыра беріңіздер, қызық қуанышты осы отбасыға біз де келіп тұрайық ағайын болып. Ағайын ынтымағы арта берсін, ағайынның әрдайым осы жаңағы бір-бірімізбен тату-тату тұра берейік, бірімізді іздеп тұрайық. Иә, өте дұрыс. Енді Асқардан сенің мынау немнен кейін ешкім бейжай қалмаса керек, барлығы араласса керек. Жақсы, рахмет онда, аман болыңыздар. Жалпы қожалар бірнеше тармаққа, бірнеше топқа, бірнеше атаға бөлініп жатқан жайы бар. 656-661 жылдары халифалық еткен Али ибн Абу Талиб пен сүйікті пайғамбарымыздың қызы Фатима анамыздың некесінен туылған Хусейннің ұрпақтары Сейд әулеті немесе Сейд қожалар деп аталады. Біздің Батыр қожа руы да өз шежіресін сол Сейд әулетінен тарқатады. Біздің келіп тұрған жеріміз Сейд әулетінің ұрпақтары жерленген көне зират. Осы зиратқа ең соң болып Нұржау көкем жерленген болатын. Ал біз әңгімемізді сол Нұржау көкеміздің ұрпақтарының үйінен жалғастыратын боламыз. Ағайындар аман болсын. Бұл келіп отқан отбасымыз Әбжәл деген көкеміздің үйі. Әбеге. Енді Әбегеңді Абжанның таныстырымызы Нұржау көкемнің баласы. Өзіңіз отбасыңызды таныстырып көрейікші. Енді біз өзіміз Жамаловтар отбасы, Құдайға шүкір, ағайынды бесеуміз, 3 ұл 2 қыз, Абдықалық, Әбдіжәліл, Әбдіманап ерлерді, қыздардан Бибігүл, Нағима деген 2 қарындасымыз бар. Мен өзі ағам 1961 жылға, мен өзім 1963, одан кейін қарындасым Әкиме 66 жылға, одан кейін Әбдіманап інім, бауырым, ол 68. Содан кейінгі ең кішкентайымыз қарындасымыз Нағима 1970 жылға. Ал енді мына өз отбасым балдарыма келетін болсам, Құдайға шүкір, мына қолдағы балам мына Ғани, мынау соның балдары, Құдайдың берген 5-еуі бар. Мынау келініміз бұл, мынау жақын жерде 10 жылдықтан Алхан деген кісінің құдам Алхан,
Соның қызы кішкентай қызы есімі Айгерім. Ал енді мына балалардан небірлерді танысып өзін таныстыра беріп па деді. Жешемді. Мына менің жұбайым, кемпірім Жұмагүл, Қойшытауға елді мекенінде тұрады. Қойшытаудан. Ал былайша есі Дуана Қожа. Дуана Қожа ма? Иә. Әбеке енді өзіңіз жеңшемен балашаға үйде неше өзі? Енді өз отбасымның неге келсек, Құдайға шүкір Құдайдың берген 2-3 қызы бар. Үлкен балам Біләл. Біләлден кейін мына екінші бала Ғани. Ғаниден кейін 3 қыз бар Құдайдың берген. Аттары Уайда, Парида, оның кейін кішкентай қызымыз Несібелі. 3 қыз Құдайдың берген. Иә. Ал енді мына қолдағы бала Ғани. Ғаниден Құдайдың берген 5-еуі бар. 3 ұл, 2 қызы бар Құдайдың берген. Енді бала небірлерді де білемін бе? Ол әлі жала біреміз. Келін таныстыра ма, өзі таныстырасыз ба? Өзі таныстыра береміз. Үлкен неберем Ғанидың. Дияр. Жылы. 2015. 2015. Не жыл бады? 2015. 4 оқысын ба? 10 жаста. Одан кейінгі қыз бала Диана. 2017. 2017. Жасы 8-де. Екінші сынып. Ой, молодец. Одан кейін үшінші мына кім? Ернұр. 2019 жылғы. Одан кейінгі қыз мына қыз. Мәдина. Мәдина деген қыз болды білеміз. Ең кішкентай енді ана қолдағы әлі 3 айлық бала демекші. Аты Мұхаммед. Мұхаммед Амин. Мұхаммед Амин. Ең кішкентай осы Ғаниден Құдайдың берген 5-еуі бар міне. Қыздар. Одан кейін мына қызымыз Паридадан 2 қыз бар. Мөлдір. Содан кейін Аяулым. Нұрсұлтан бар. Қызымыздың қызы бар. Нұрсұлтан. Нұрсұлтан үлкен баласы. 3 бала Құдайдың берген. Қазірше қай жерде ол? Ғанидың өзі қазір жұмыста. Жұмыста жүреді ма? Жұмыста Ғанидың жұмыста жақын көшеде қоймайды ол. Мысалы мен. Өзіңіз әлі жұмысқа жарамасыз ба? Құдайға шүкір жұмыста жүр. Пенсияға әлі бар. Тағы бір жылда ашып берсе Құдай қаласа соған. Пенсияға әлеміз өтеп жүрміз енді Құдай қаласа. Құдай соған жеткізсін Құдай қаласа. Сонымен де Құдайға шүкір деніміз сау екен жүрміз әйтеуір. Осы бала-шаға деп әйтеуір, немерелер деп әйтеуір. Жұмысқа жараса. Иә. Осылардың қуанышы көзі де берсін Құдай тағала. Ғаниден сол сіз істейтін жерде ма? Бірге істейсіздер ме? Жоқ, Ғанидылар олар бөлек олар. Ауылдың жігіттерімен бөлек ауылдың жігіттерінің несінде істеп жатыр. Былайша өзі темір жолда істейді. Темір жолда міне соседіміз бар, Даржан деген жігіт, сонымен бірге темір жолда жұмысшы болып істейді. 3 ай, 4 ай болып қалды, осы жақта істеп жатқан. Былайша өз несімен басқа жерде қыранты жұмыс істеп жатыр. Уақытша былайша постоянно істейтін жерлігі жаңағы темір жолда. Ағайынға айтатын сәлемдемеңіз бар ма? Ағайынға не айтамын, ағайындар аман болсын, Құдай тағала айдардың басымызды жақсылықта қоссын, Құдай қаласа. Жүрген жерде бәрімізді сізіміз жоғалмай, мына жалғанда бала-шағамыз аман болып, ені басымыз сау болып, отбасылары аман болсын, ағайындардың. Үлкендеріміз аман болсын бәрінен де. Дендері сау болсын. Бала-шағасы небере шөлдердің рахаттарын көре берсін Құдай қаласа. Бұл неберелердің арасында өнері бар жоқ па? Өлең айтатын? Өлең айтатын небелерден ай жоқ. Билейтіндер жоқ па? Билейтіндер жоқ. Билейтіндер мен ана Тойда білесіздер ма? Жеңше, сіз сәлемдемеңіз ағайынға, ертең Құдай қаласа ағайындар көреді. Не деймін мен де сол ағайын барлығы аман болсын. Әйтеуір өйсті ойнап күліп жүре берейік. Басқа не айтамын, өзім денсаулығым жоқ, бара берейік. Біраздан бері көріп жүрген жеңшем көрген жүр. Денсаулығы жоқ дейсіз. Алла шипасын берсін, ауырмаңыздар. Келін ағайынға қосатыңыздар ма? Сіздерге.
Енді әбеке негізгі мақсат осы еді. Құдай қалса ертең осыны ютубқа саламыз, ертең көріңіздер ағайынның арасында өте орынды. Сол үшін аман болыңыздар, осы үйге жақсылыққа тойлы нәсіп етсін. Құдай қалса осы қыздар балдар өсе берсін, қызық қуанышына көп жүре беріңіздер десе әбекең. Аман болыңыздар онда. Рахмет сендерге де айналайын. Мәдениет пен өнер ұлт діңгегі. Өнер, мәдениет, рухани өмір тоқтайтын болса, асағаны ақмай болса да, ол қоғам өледі дейді Шерхан Мұртаза. 2016 жылы жаңа тұрмыс елді мекенде халықтың рухани мәдениетін дамыту мақсатында осы мәдениет үйі іске қосылған болатын. Осы мәдениет үйінде біздің де ағайындар өнерлерін ұштап еңбек етуде. Жаңа тұрмыстағы тағы бір отбасына келіп отырмыз. Сейілбек деген інішектің отбасы. Бұл Сейілбек інішегіміз Сәдіқожа, тәтеміздің баласы Сәдіқожа десек енді көбісі біле қоймайды. Жәйжу тәте деушіге. Жәйжу тәтеміз бұл өмірден өтіп кетті. Орында бар оңалар деп осы Сейілбек інішегіміз осы отбасын тербетіп отыр. Женшем қазір тағы да танысамыз жақындау. Сәдіқожа тәтеміз орынбасар көкен баласы. Женшемнің есімі Роза, өзіңіз енді тәтемнен бастап қай жылы бірге бас қостыңыздар, соны жақсылап айтып кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті да қадірменді мына Батырқожа елінің азаматтары мен азаматшалары, саламатсыздар ма? Қош келіпсіз қайным, отанымызға келіп тұрмыз. Мен осы Батырқожа әулетке келіп болғалы 90 жыл келіп болған. Содан бері марқұм күйеуіммен барлығы 30 жылдай өмір сүрдім. Жаман деп айта алмаймын, о дүниесін берсін. Өте керемет жан еді. Аллаға шүкір. Сол жұбайымен 10 жылдай тұрдым. Мен 30 жасында қалдым, ол 34 жасында о дүниелік болып кетті. О дүниесін берсін. Алла о дүниесін берсін. Аллаға шүкір. Соның арқасында бір қыз өмірге келді. Аллаға шүкір, балам Сейілбек қазір Құдайға шүкір жасы 33-те. Мектепте мұғалім болып істейді. Қаныш Сәтбаев гимназия школасында. Балнұр деген қызым бар. Ол 2 оқуды бітірген, бірі қарекреттен, бірі бастауышты. Орында өзінің отбасы бар. Аллаға шүкір, осы баламнан 3 алтындай қызме берем. Мына бір Дамир деген ұлымыз бар. Аллаға шүкір. Енді Құдай қаласа осы баламен келінге айтып отырмын, бұны шектеме. Арғарай болды бұл. Арғарай мына Дамирден бір 3-еуін 4-еуін алып кел деп отырмын. Құдай сол күндерге жеткізсін Алла. Үйіміз Абай жақтыққа, Қыржылдық деген ауылдыққа. Бүрлерге жиен. Есің бар? Айбаршын. Есім Айбаршын. Келіміз медсестра. Мамандық медсестра. Мамандық медсестра. Қазір мен кішкентаймен істеймін отырмын. Кішкентайлардың аттарымен атап кім тастырды? Енді үлкен апасының қызы Айзере. Жасы нешеде? Жасы 2 оқи ма? Жасың неште? 8-де. 8-де ма? Жақсы. екінші қызым Балауса. Балауса. Жасы 6-да. 6-да. Нөлем оқи ма? Үшінші қызым Каусар. Каусар бұл? Нешеде? 5-те. 5-те ма? 4-те. 4-те ма? 5-те. 2,5. 2-ден ақ келді. Аты? Дамир. Дамир. Ең кішілей бала. Арқасынан ер емес женше, әлі жас қой. Құдай қаласа осы немерелердің санын көбейтіп, санынан жаңылысып отыра беріңіздер. Алла өмірін берсін, осы қыздардың қызық қуанышына көп болыңыздар. Өлең жолдары ғой, аналар биік-биік төрденсіздер. Қызықты да, шырықты да көргенсіздер. Шежірен таратқан сіздерсіздер деп. Женшелерің бар, келіндер бар. Сіздерге ерекше рахмет. Балаларымыз өсіріп біреу 30 жасында қалды, біреу 37 жасында қалды, біреу 28 жасында қалды. Бала шағамен әйтеуір қынақтыға қақтырмай, институтқа шоқтырмай, рахмет сіздерге ерекше. Женше, сіз енді жұмысыңыз қазір қайда бар? Мен өзі негізінде культураны бітірген ғой. Мамандық? Мамандық культура.
сіздің ағаңызға тұрмысқа шыққанға дейін мен колонияда долготурада істегенмін. Содан кейін ағаңыз жұмыстың бәрін қой деді, апам қой деді, біз әйел затын істетпейміз деді. Мақұл деп солардың айтқанын істемегенбіз. Одан кейін мынандай жағдайлар болып кетті ғой. В общем, жұмыс болмай. Сол кезде бір сауда саттықпен әйтеуір күн көрдік. Мына бала шағаны бағу керек болды, мына үйдің бәрін бітіру керек болды. Иә, оңай емес. Бір өзіме қиын болды, оның бәрі артта қалды деп. Оған шүкір. Содан кейін осы ойбай не керек, мәдениетке жұмыскер керек деген кейін Жібек жолында ашылған, сол жерге әкімшіліктің алдында кішкентай бір клубта жұмыс істедік. Содан кейін ойбай не екен, 16 жылы жаңа тұрмыста клуб ашылды. Сонымен мен не қылмын, ол айдалада. Одан гөрі осы жерім жақсы ғой деп, осы жерге ауысып алдым. 2016-тан бері осы жерде істеймін. Аға жерлерді өлмесін? Аға жерлер тоғылдың ба, шығарандар өткізіп жатырмын. Өнер айтып жүрмес па? Айтамыз. Әр шаңырақта тек жақсылық болсын, отбасы аман болсын. Әр шаңырақ өссін, өнсін, бай болсын, ағайында болсын. Ағайында болсын. Мен тілеуім сол. Тек жақсылық болсын. Жақсылық болсын. Әйтеуір осы балдарымызды шеттетпей, өздеріңіз қатарларыңызға біз кеткен кезде де қосып жүрсеңіздер, біз ризамыз. Иә, өздеріңізге тартып, шынымен ғой енді, рас қой. Сербек өзің? Өзім қайта айтып отырмын. Ағайын, үшін мен бұл елде кетпедім. Ертең осы ағайынды сендер іздеп кетесіңдер мен ағамды бәрі. Деп оларды шеттетпеген негізінде. Мен 30 жасында кетіп те қалуым мүмкін еді да. Оған қаяқтан? Алла өмір берсін. Иә, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Қызықтың бәрі десе, алда Құдай қаласа осы Сербек Құдайға шүкір жаман бала емес. Мінезі жақсы. Құдай өмірін берсін. Алла өмірін берсін. Алла қанда алып жүр өзімізді. Небіреулер Құдай қаласа әні бірлікше өсіп кетеді. Қызық қуаныштың бәрі әлі алда. Сол үшін сол күндерге нәсіп етсін. Сербек өзің ағайын айтатын тілегіңді қосып жіберсең. Сол тек қана жақсылық болсын, жолыққан той болсын. Бірлігіміз жоғалмасын, көбейе берейік, аман болсын. Осы ағайындар Құдай қаласа осы баламның енді ұл тойында, мына қыз ұзату тойында бәрі бас қосылып, осы үйде тек жақсылық тойға келе берсін батыр қожалар. Амин. Есігіміз әрдайым ашық. Сейілбекті ағайынға жақсы араластырып, арқасы итеріп, бұлар жас балдар ғой. Енді жас балдардың өз психологиясы бар. Әкем бар ғой, шешем бар ғой, сол бар жүр деген сияқты. Осы ағайын, мамасыз барғасы, мен барғайын. Мен жаңағы айттым өзіне, өзі отағасы деген өзі рөл бар бөлек. Жаңағы әке-шешесінің орны бөлек бір семьяны тербей тұтқан үлкен семьясы бар. Сондықтан дегенде бұдан былай өзің араласың керек, өзің баруың керек, көп жерге көріну керек, көрінетін жер бар, ұятты жер болады. Сондықтан қалмау керек. Ағайынның ынтымағы арта берсін десе. Құдай қаласа осы үйде жақсы той болсын, сол жақсылыққа келуге нәсіп етсін. Төрде ағайынның арасында жүре беріңіздер өздеріңіз қадірлі болып. Тіс тілдің қамалы. Тіс бүлінді дегенше, іш бүлінді десеңші деген сөздер бекерге айтылмайды екен. Кеше түнімен мазамды алған тісімді емдету үшін манап ұстым. Тіс емханасына келіп, ораз бауырыма тісімді емдетіп алдым. Әңгімемізді осы тіс емханасының басшысы Абекеммен жалғастырайық. Жаңа тұрмыстағы үлкен тағы бір отбасыға келіп отырмыз. Келіп отқан отбасымыз, ағамыз, Әбдіманан ағамыздың отбасы болғанса. Әбекеңді ар жағын таныстыратын болсақ, Нұржан ұлының баласы. Үлкені Ақтал көбі, одан кейін Әджәл көбі. Одан кейін екі қыз, үлкені Бейбігүл. Одан соң мен, одан соң қарындасым ағайын. Бесеуміз. Кенжесі болмыз. Ұлдан кенжесін. Жақсы. Әбеке енді өзіміздің отбасыға келіп отырмыз, танысу үшін арнайы отбасымен жақсылап таныстырып, жеңшемнен бастап, балдар бар, немерелер бар деген сияқты өзіңіз бір таныстырып шықсаңыз. Ассалаумағалейкум, Батыр қожа елім, Асқан қожа мынау інім. Осыны берсін. Мынау өзіміздің, біздің ұрымыздың, еліміздің бәрінің отбасыларының шаңырағы биік болсын. Құдай қаласа осындай үлкен семьялар көп болсын Батыр қожада. Батыр қожа елі өсіп өне берсін біріншіде. Соның бір Батыр қожаның бір отбасы мен өзім атын Абдыманап
келіншегім Гүлнар, елінде келінер, Ара, Есен бес ұлдар Құдайға шүкір. Үлкені Оразалы. Одан соң екіншісі Нұралы. Одан кейін Айбек деген ұлым бар, ол Көкшетауда жұмыста. Стоматолог сияқты жұмыста. Одан соң Құда қаласа Нұрлыбек. Одан соң кішкене кенже ол Али. Мұхаммед Али. Одан соң үлкен ұлым өзі отбасын өзі айтады. Ораз өзіңіз отбасымен таныстырып. Бізде 3 қыз, 1 бала бар. Аниса үлкен қызым. Неште бұл? Бұл 4-те, 5-ке кетіп отыр. 5-те, 6-ға кетіп отыр айтты. Айша мынау 5-те. Одан кейін Мұхаммед. Одан кейін Асия. Асия. Осы 4-те ғой, 3 қыз, 1 бала. Айнұр, Ленин Сапар. Келіншегім Ақбота. Темірланның бойы. Бізде 2 ұлымыз бар. Үлкені Абубакыр, 4 жасқа толды. Екіншіміз Заид. Ол 3 жасқа толады қысқа. 2 ұлымыз бар. Күнді жағасырған Құдайға шүкір. Үш бойдақ бар десей. Үш бойдақ бар, біреуі мектепте Мұхаммед Али. Жалпы Ораз қожа сен неме айналысасың? Мамандық дегенде. Стоматология. Осы жерде. Ашып аласың. Тісті емдейсің. Жақсы. Нұртай сен? Мен мектептемін, келіндеріміз мектепте. Жас пешеде мұғалім мектебінде мұғалім. Физика пәні мұғалім. Келіндеріміз математика пәні мұғалім. Математикадан ба? Иә. Екеуміз бір жерден 4 жыл болып қалды жұмыс жасауға. Соны де ағам алды. Манавстон клиникасының алдында қойды. Жақсы. Али несі сұқтып? 8-ге өттім, 7 өттім. Айбек Көкшетауда стоматолог. жақсы маңыз. Семейный енді. Біреу ұстаз болып қалғанда доктор десейші. Үйде. Аллам берген бала шағасы осы жерде отырмыз әйтеуір. Дені сау болсын, астан аман болсын, осы көре берейік. Әбеке өздері 68, 68 жылғы 19. Нешемші? 27-ден. Енді біріншіден ынтымақты деймін, Батыр қожа еліне. Соның біздің мүшесіміз бір. Батыр қожа елі ынтымағы мықты болсын, бір-біріне жанашыр болсын, Құда қаласа, мынау сейіттің ішінде алдында бола берсін еді. Қазіргі күнге де ынтымағым жақсы. Құдайға шүкір, ешкім ешқандай ынтымағы артына қая берсін. Батыр еліне сәлем. Алла жақсы күндерді көрсетсін. Саған үлкен рахмет, өсіп өн. Бала шағалар немерелерін қызығын көр. Өзге істі қолға алған екенсің, Алла қолдайсың. Рахмет. Әкеме қосылам, иә, бірлік болсын. Алла баршамызға екінен бақытын нәсіп етсін. Алла қалай құлдардан болу нәсіп етсін. Шынайы мұсылмандардан болайық. Көге мына бастамаңыз өте жақсы бастама екен. Алла ісіңізге береке берсін. Осы Батыр қожа елін бірлік етпесін. Бір-біріміз таныстырып жүргенде рахмет. Бірлігіміз нығая берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Oldu olma. Eskiga qo'sib olma. Alisi. Ali жақсы Құранға бір пара жаттап қойдым да ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فما أدراك ما سجين كتاب مرقوم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا قدرة الله وصحبه Kur'an'da bozorlarda ötken bizden ötken ömürden ағайын туысқандарымыздың рухлары башылы өкістен жатқан жерлерін және топырағын торқай тұру сұрақтарын және таразынан өтігір Раббана атина фи дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар ya Allah. Алла тағала ынтымағымызды берсін. Алла тағала дастарханымыздың адалдығын берсін. Өміріміздің саулығын берсін. Отбасымызға байлық, дәулет берсін. Жақсы күндерде Батырқожа елі өсіп өне берін Алла тағала өзі қолдасын. Алла өзі жар болсын. Аллаха. Жаңа тұрмыс елді мекенінің Қарабау Зортөбе жаққа жағатын төбешікті Қали төбе деп атайды. Жалпы Қали Әбдірайымов жаңа тұрмыс елді мекенінің құрушысы, Ұлы Отан соғысының және еңбек ардагері. Батырқожаға жем болып келеді. Мырзаш бабамыздың қызы Қадиша әкеміздің ұлы. Қызығатын ағайындар болатын болса, жаңа тұрмыс елді мекенінде Қали жиеніміздің ұрпақтары өсіп жатыр. Ал біз әңгімемізді осы маңда тұратын ағайындарымызды жалғастыратын боламыз. Ағайындар аман болсын. Тағы бір бауырымыз елге батырмыз Дәуреннің Ідішектің отбасы. Енді Дәурен Марат жақынымыздың, Марат бауырымыздың баласы. Енді Марат бауырымыз бұл өмірді өтіп кетті. Негізінен Мәкең Шыршықтағы ағайындар деп, негіз ағайындар жан жаққа бөлінген, соның арасында Шыршықтағы ағайындар деп қоямыз. Мәкең Шыршықтағы ағайындар Ахмет көкем баласы ғой. Ахмет көкемден жаңағы Әлқожа, Абдулла, Әбжәлил, төртіншісі Марат, Қанат, Полат, Мұрат. 7 ұл, 2 қыз бар. Мұхаббат, Мұқадас. Мұқадасының қыздар. Жалпы 7 ұл, 2 қыз. Ахмет көкемнің осы 4-ші баласы Марат бауырымыздың үйіне отырмыз. Жаңа тұрмыс елді мекеніндегі. Мәкең жалпы қай жылда дейсіз? 71. Мәкең үйде жеңшеміз болып есіңіз? Мен Бақытжамал. Бақытжамал төркін осы жердің, Иә, біз төркін осы жердің. Бұл жердегі қандай ұрғынсыздар? Саяқ па? Осы жерде төркін осы жердің. Құда-құда бар. Енді неше жалпы өздеріңізден Мәкеңмен арада ұлдар қыздарға тоқталып кетсек, жалпы неше ұл, неше қыз бар? Менде бір қыз, үлкен қызым. Одан кейін 4 ұлым бар. Аты Диана. Диана ма? Диана тұрмысқа шыққан, а? Тұрмысқа шыққан. 2 баласы бар. Мұхамеджан Мұстафа деген. Қай жаққа шыққан? Бадамға. Бадамға ма? Балашылар ма? Кішкентайлар өсіп отыр ма? Құда-құдалар бар? Құда-құдалар бар, иә. Одан кейін Дәурен Одан кейінгісі Дәурен. Дәурен қай жылғы? Дәурен 99 жылғы. 97. 2005 жылы Дияр деген балам бар. 2010 жылы Дәулет деген балам бар. 2012 жылы Елдос деген балам бар. 3 бойдақ бар. 3 бойдақ бар. Құдағасы осы үйге үй балды. Енді бұл кішкентайлар қазір Дәурен өзі таныстырады ғой, жаңағы немерелеріңізбен. Дәуреннен өзің семьяңа тоқталайық. Жалпы келін қай жердің қызы? Келін Киевтікі. Есімі? Мөлдір ма? Қандай ұлдар? Ақ қыз баласы. Балдар ма? Неше 2022-де үйлендім мен. Алламен 2 ұл бар. Үлкені? Үлкен Абубакыр. Абубакыр 2 жарым жаста. 2 жарым жаста ма? 5 күнде бар. Екіншісі Талман. Талман. Бұл? 8-9 ай болады. 9 ай бар ма? Құда қаласа өсе берсін, арқасына елемесін, ұлдар қыздар өсе. Енді негізін осы жердегі айттым, біз ағайындар Дәурен 7-8 жерді өсіп отыр екен. Біз кеше біреу 2 ұлын ғана не қылдық, Теміртаудағы Сарқос Тақылбек деген. Бұл жаңа тұрмыс.
жаңа тұрмыста бір 13 отбасы бар екен. 13 отбасы бар екен. Жалпы жаңа тұрмысы бұл елді мекен қашан келгенсіздер? 2008 жылы Өзбекстанға көшіп келдік. Көшіп келдіңіздер. Жалпы Ахмет Көкемнің бір баласы осы Қазақстан деген, қалғандарының бәрі сол жақта екен. Өткенде барып қайттым ғой, қолдан қайттым ғой. Енді ағайындарға, Батырқожа ағайындарға сәлем деңіз бар ма? Ертең көріп құдай қаласа ағайындар бір-бірін. Мен айтам, ағайындар бірлігі жалғасқан мықты ағайындар бола берсін. Дендері сау болсын, ұрпақтарына өнегелі ағайындар бола берсін. Жақсы, рахмет. Мына қарындас деген төркінде келіп отырған қарындасында тілегін есі бар, жақсы нәрсе ғой, ағайындар бір-бірін іздеп, осылай көпшілік болып, жаңа барған жерде менің ағайыным деп айта алатындай танып бір-бірін іздеп тұрғандары жақсы, қуаныштымын осындай нәрсе, осындай жоба деймін ба, или қалай осындай нені ұйымдастыратынымызға өте жақсы нәрсе. Барған жерде біліп жүресің, кім сенің тегін, кім сенің тіреуің кім деген сияқты. Барған жерде мынау мен батыр шаладым деп айта алатындай осылай жиналатқанымыз өте күшті нәрсе екен. Енді бізде көп адам осы жақта кеше жаңа тұрмыстағы осы жақтан естіп, бұрында біз Қарақалпақ жақта өскенбіз ғой. Батырқожа ғой біздің рудың аты. Батырша деп қойды да, жаңа қарындасының айтқан сөзіне есіме түсіп отыр. Енді біздің рудың аты Батырқожа дейді. Батырша деп осы жерден бір атап кеткен, неге атағанын білмеймін негізі. Біз кейде оған деп қоямыз, Батырқожа деп айта береміз. Батырқожа деп дәуренбай өзің. Айтатыным сол ғой енді. Танып біліп жүрген жақсы ғой негізі. Үлкен бүгін бар, ертең жоқ. Жастар бір-бірін таныса білсе, қотанып білмей араласып тұру керек қой. Өзің жалпы қазір жұмыс? Мен 2015-те Атырауға кеттім. 2015-тен 2025 ба, оның 11 жыл болды Атыраудамыз. Балам бәрі сол Атырауда туылды. Сол жақта тұрамыз. Менен кейін үшеуім де сол жақта бәрі сол Атырауда. Қаланың өзінде ма? Қаланың өзінде тұрамыз. Сауда істейміз сол жақта, 3-4 пәшкеміз бар. Жақсы. Енді сол жаққа жайлап барып балаларыңызға? Жалғыз өзім қалып кеткен сол. Дұрыс қой, балаларың бірге болған жақсы. Інім достықта оқиды, 10-шы класс. Достық. Мектепте, үшіншісі. Сол Елдос тағы мектепке келді. Елдос кеше келіп жақында. Ол да Бином дейтін мектепте оқиды. Мектепте ме бар? Бірінші болып екеуі де құдай қаласа. Сол 2 жыл бітірсе жіберіп шығамыз. Жоқ, ауылда емес. Сырттағы оқытуға. Жақсы. Енді негізінен біздің осы ағайындар бір-бірін таныстырып, бір-бірін көрсін, білсін деп негізінен бір шыны керек Өзбекстандағы ағайындар біздің бюджеттегі ағайындармен сәл-сәл араласу қиындау болған. Бұрындар шекара ашық кезде ары-бері өтушек, ол жақтағы Торсол, Мизан, Серуан деген жәкеңіздер келіп тұршы еді баяғыда. Ең соңғысы Ахмет Көкем болып қалды еді, Талия. Ертең ол жаққа барамыз, ол жаққа түсіп жаңағы көрген кезде ол жақпен ағайындармен жақсылап араласамыз ғой, түсіреміз, күрестер ертең құдай қаласа ағайындарда бір-бірін немерелер ертең көріп отырады ағайындар, бір-бірін жаңағы байланысты үзіліп қалмасын деп осыны қолға алып отырмыз ғой негізінен. Енді онда аман болыңыздар, құдай қаласа осы жерде немерелердің, шөберелердің көбірек есілсін, өзімізді Аллахқа салдырып, жаңағы қолпаштап жүретін ұрпақтарымыз көбейсін жеше. Марат ағамыз бұл өмірдің өтіп кетті ғой енді. Жаңағы мәңгелген көрмеген қызықшылығын осы немере шөберелеріміз көрсін, солар жасасын, мықты-мықты қарилар шықсын осы азаматтарымыздың бақ қонған, қыдыр дарыған, ырыс несібесі тасыған үлкен әулетке айналуы нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Білімнің қайнар бұлағы, өнердің жарқын шырағы, тұрағы өзің мектебім, шәкірттің асыл қырағы деген өлең жолында кезігетіндей біздің келіп тұрған орнымыз нөмірі 53-ші Ғабдуллин орта мектебінің жаңа корпусы. Жалпы бұл мектеп 2014 жылы іске қосылған болатын. Жас шәкірттердің ең алғашқы буыны биыл 11 сыныпта бітіріп жатыр. Келіп отқан бұл отбасымыз Сейдігәрім деген бауырымыздың үйі. Сейдігәрімде құраманың әжтөр категориялар бар, Сейдігәрім? Сейдігәрім Айнабек жәкенің баласы. Айнабек жәкен кеше Абдыкәрім Бөкен өткендегі совхоз шырын кезде бардың ғой, 22-ші жылы екен. 22-ші жылғы, сен қай жылғысың? 76. 76, сонда 54
54 жасында туған дегенде көкем. Негізден Айнабек Жәкенден ырыс шешімі үлкені Серік, да? Серік. Одан кейін Мейманхан деген бір жаңағы ауыр бол шетел кеткенде қайтыс болып кетті. Одан кейін Гүлмира Олейн сақолы тұрады. Одан кейін өзіңе Сетік әрім, одан кейін Келбек әрім ба? Жалпы 3 жыл 4 жыл еді, екеуі қайтыс болып кетті, 2 ұлы бар, 1 қыз бар, иә? Жалпы сондай ғой. Енді Сетік әріммен отбасың енді оғылай. 2010 жылы қалды, көшіп келді, үйленді, Қарақалпақта жүріп жатыр. Сол жақта бірақтан ел. Пәлезіл Қарашаңырақта отырдық. Қарақалпақта. 2009'da ма еншімізді алып шықтық. 3 жыл отырдық та кейін ойладық, бәрі жұмыстың бәрі осы жақта болды ғой негіз. Осы жаққа көшіп шықтық. Келіннің есімі кім? Өзіңіз таныстырып бересіз ба? Өзіңіз таныстырып беріңіздер. Есіміңіз кім? Қай жерден тұрсыз? Мен есімім Гүлмира. Сетканың жұбайымын. Осы жаңа тұрмыста тұрамын. Рулгүр. Үш жерде жұмыс істеп жатырмын. Жұмыс өшеді ма? Үш жерде жұмыс. Құда-құдағилар өшеді? Құда-құдағилар бәрі жүр аман есен. Ошақтың адамдары бәрі. Жақсы. Енді Сетканың жалпы бала-шаға енді үлкеннен бастап таныстырып кетсе? Үлкен ұлым Мұратбек. Мұратбек. 97 жылы. 97. Бұл үйленген. Үйленген. Мұны келініміз. Келіннің есімі? Зәуре аты. Төркінді 10 жылдан. Ұрылы Қырсадақ. Қырсадақ па? Жақсы. Жаңағы осы балдарымның, жаңағы балдарымға. Немерелеріме. Мұратбек өзінің семьясын таныстырады қазір. Өзі бөлек сұрақ қоямын деп. Қалған балдар тапты. Одан кейінгісі Рамызан кетті. Қарақалпаққа көшіп кетті. Оған бөлек барамыз. Одан кейінгі қызым еді. Қызым тұрмысқа шығып кетті. Қай жаққа шықты? Ол мынау Кольцевойдан жерде. Қыздың аты кім? Нұргүл аты. Нұргүл қай жылғы? Ол 2000 жылы. 2000 жылы ма? 2000 жылы. Жақсы. Одан кейінгісі Нұрсұлтан. Жоғарда отырған. Бойдақ. 2004 жылы. Одан кейінгіміз мынау студентіміз. Аты? Аты Бексұлтан. Қай жылғы? 2007. Одан кейін ақырымыз Жұмахан аты. Жұмахан. Қай жылғысың? 2017. Ма? Неше отбасысың? 8 бар. Ғабдул мектебінде ма? Сапар жақсы ма? Жақсы. Жалпы ұлдар қыздар осы, иә? Енді Мұратбек, енді сен өзің отбасыңа орнайық енді. Есім Мұрат, 2021-де үйлендік. Әйелім Зәуре, 10 жылдықтан алған. 5 жыл болады үйленгенімізге. Бірінші үлкен қызым Жансая. Жасы? Жасы 4-ке толады декабрьде. Екінші қыз Айзат, үшінші ұл Нұрзат. Екеуі егіз екеуі. Айзат пен Нұрзат па? Нұрзат қыз. Бір қыз. Жақында еншімізді алып шықтық бізде. Құда қазір дұрыс өсе беріңіздер. Атасының ере берсін. Жай болады айтайын. Небелердің саны өсе берсін. Сеткарым сені атасындар ғой енді. Құда қалса ата болып жүре беріңіздер. Жақсы. Жалпы Сеткарым өзі немен айналысасыздар? Жұмыс істеу бар? Жұмысымыз Әлбек ата магазинде. Өзіміздің ағайындары. Келіндер мектепте бар. Мектепте ма жұмыс? Жақсы. Мектепте жұмыс. Мұратбек өзінде бетілік болады. Әлбек ата сол магазин бәрі? Үшеуі де сөйледі. Үшеуіден балдар бар? Балдар бәрі сөйледі. Студентіміз қазір оқудан уақытша шығып қайда оқыды? Қатуан мектебінде. Мамандық IT. Бұл әрі оқып, әрі сөйлеп жұмыс істеп бар әйтеуір. Оқып келіп, одан кейін жаңағы жұмысына барып келер әйтеуір, білмейді әйтеуір. Ақшасын тауып жатыр. Өз киімдерін өздері әйтеуір. Қыбырлап айтып. Балдарды еңбекке тәрбиелеген жақсы. Жалпы ағайынға айтатын сәлемдеме бар ма? Ағайындар ертең көреді. Құдай қаласа ағайындар аман болайық әйтеуір. Өсейік, өнейік әйтеуір. Терең тамырымыз жайып, Құдай қаласа. Бәріңіз де бақытты болыңыздар әйтеуір. Аман болайық. Келін қосып жүресіз ба? Бірлігіміз жоғалмасын, бірлігіміз ағайын, бірінші очередь ағайын, бірлігіміз жоғалмасын, сіз біздігіміз сыйластық кетпесе барлық нәрсе болады. Сыйластығымыз кетпесін, ағайындар. Сіз біздіміз кетпесін. Ағайын жеңгеге бар. Тойдан араласайық. Балдардың қызлары бар. Құдай қалса өсіп жатыр. Бексұлтан ше,
Үміт қосамын. Құдай қаласа енді бекерге айтпайды бабаларымыз, бетеге кетсе белі қалар, бектер кетсе елі қалар, бірлігін кетсе мен қалар дейді. Алла Тағала бірлігімізді айырмасын. Алла Тағала осы ынтымағымызды бекем қылсын. Ағайынның ауызбіршілігі мықты болсын. Құдай қаласа осы ағайынның жақсылығында осы бірге тойға қызмет қылып ағайынның араласқанға не жетсін. Жан жақта өзі 6-7 жерде тарап жатыр екен ағайындар. Содан рет түсіріп жатырмыз. Келесі осы түсірілім осы сіздерде болды. Құдай қаласа осы үйге осы отбасына тойға келуге нәсіп етсін. Ағайындар бәріміз ағайын болып осы жерге қызмет қылайық, осы жерге осы балдар үйленсін, келіндер түсірсін, мықты жаңағы иманды жерден. Осы немелердің арасында мықты жаңағы елдің тұтқасын ұстайтын азаматтар өсіп жетсін. Аман болыңыздар. Рахмет. Сізге де рахмет келгеніңізге, түсіргеніңізге. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық барда амансың. Бәріне бірдей жағасың. Денсаулық сенен кеткенде ешкімсіз жалғыз қаласың дейді. Жалпы біздің келіп тұрған жеріміз ағайындардың бас ауырып, балтыры сыздайтын болса, ем іздейтін жаңа тұрмыс емханасы. Ассалаумағалейкум. Арғымақты жаман деп қане тұлпар тапқаның, туысқанды жаман деп қане туған тапқаның. Бүкіл сайман жиылып, туысқанға жете ме? Бүкіл адам жиналып, туысқанға жете ме дейді аталарымыз. Туысқандарды таныстыру үшін бауырларымызды өздеріңізбен жақынырақ білдіру үшін Құдай қаласа осы тағы бір бауырымыздың үйіне келіп отырмыз. Келіп отқан отбасымыз Ербол деген бауырымыздың отбасы. Жалпы Ербол бауырымыз бұл өмірден өтіп кетті. Келін бар, осы жерде жаңағы орында бар, оңалар дейді, ұлдар қыздар осы жерде отыр. Қазір жақынырақ таныстырамыз. Жалпы Ерболды ар жағынан таныстыратын болсақ, Ерболдың өзі Серік көкемнің баласы, Серікбай көкемнің баласы, Серікбай көкем Кеңес көкемнің баласы. Жалпы Ербол Кеңес көкемнің немересі. Қуандық бір отбасының мүшесі еді. Бұл өмірден өтіп кетті 1980 жылғы да Ербол 80 жылғы қай жылы өмірден өтті? 2020-да, яғни 40 жасында өмірден өтті. 40 жасында өмірден өтті. Жатқан жері жайлы болсын. Ербол жақсы ағайыншыл, жақсы жігіт еді. Енді келін өздеріңіз келіп тұрмыз. Жалпы келіннің есімі Ділбар, келін енді өзіміз ағайындарды іздеп келіп тұрмыз. Құдай қаласа ағайындармен жақынырақ танысып осы жаңағы жобаны қолға алып отырмыз. Құдай қаласа өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз, төркініңіз жайлы, кейін отбасына келейік. Өзіңіз таныстырып төркін жайлы. 10 жылдықтың қызымын, Қарабау. Осы Ерболға тұрмысқа шығып 18 жыл оны таңғырдым. 6 Алланың берген 6 бала шағасы болды. 3 үлкенім Болатбек 2007 жылға. 2007 жылға қазір әскерде ғой? Әскерде. Әскерде қай жер? Бейнеуде. Бейнеуде ма? Атырау облысы. Сияқты. Жақында Құдай қаласа мартта келіп. Мартта келеді, Құдай қаласа аман сен үйге оралсын. Екінші қызым 2008 жылғы Алматыда оқиды медколледжде. Аты? Жасмина. Жасмина. Екінші курс па? Екінші курста. Үшінші курста. Үшінші курста. 2009 жылғы Диана. Сарыағашта оқиды медколледжде. Медколледжде. Ол екінші курс, Одан кейін 2014 жылы Бақытбек. Мектепте оқиды, Абдулин мектебінде 6-шысың. Бақытбек жаңа өзін таныстырамын деді ғой. Бақытбек сен өзін таныстырын деді ма? Менің атым Бақытбек. Мен 2014 жылғымын. Менің әкем аты Ербол. Оның әкесінің аты Серік. Оның әкесінің аты Кеңес. Сөйтіп таныстыра берсем көп. Дұрыс, жақсы. Сабақ қалай? Сабақ па, 5-ке оқимын. 5-ке оқасың ба? Қай сынып дедің? 6-шы А сынып. Мәлік Абдулин мектебі? Иә. Жақсы, молодец. Келесі 2015 жылғы 5-ші сынып Абдулинде оқиды. Балғынбек. Балғынбек. Ең кішкентай кенже қызым Майдина 2017 жылғы 2-ші сыныпта оқиды. Екінші сыныпта бәрі бір Абдулинде оқиды. Жақсы. Сабақтары жақсы ма оларда? Алдарың қыздар?
Жақсы. Енді мына біз алдында көрген жастар келін ағайлар бір-бірін таныстырып жүрміз, бір-бірін әйтеуір жақынырақ бола берсін. Мына осы бір аулада тұрып бірімізге бар ғой, кейде қолымыз тимей қалады, YouTube каналына саламыз, сөйтіп бәрі бір-бірін көріп отырды. Ағайындар қол босаған кезде осы жаңа жылдың алдында келіп жатқан алдымыздағы мерекеде Құдай қаласа үйде болған кезде бір-бірін ағайындар көріп отырсын деп арнап қойдық осыны. Енді бұл балдардың арасында өнерлері өлең айтпай ма? Ешқайсысы? Жеті атасын білет бәрі? Балғынбектен сұрайық та? Балғынбек, сен жеті атасын әдемілеп айтып берші ретімен. Ербол, Серік, Кеңес, Қуандық, Ақай, Әділ, Патса, Батыр Қожа. Патса Қожа, Батыр Қожа. Жақсы, жеті атасын білет деген. Жақсы. Енді кейінгі ұрпақ әйтеуір өзінің қай жерден тарайтынын, қай жерден біліп жүрсін деген ниетпен осыны қолға алып жүрміз ғой. Шежіре бар, алдында телефонда енгізіп қойғанбыз, оны канал бөлігі. Енді ағайын айтатын сәлемдеріңіз бар ма? Жалпы ағайындар ертең көреді, мысақ қой жаңа тұрмыз, оның абысындарыңызбен келіндермен араласып тұрасыздар, араласып тұрамыз. Рахмет ағайындарға. Жиындарда кездесеміз, барып тұрамыз, келіп жағдайымды сұрап тұрады. Барлық ағайынға рахмет. Жаңа жылда бақта жақсы нелер болсын, жақсылықтар болсын, тек жақсылықтарда кездесе берейік. Жақсы. Қосасың ба? Қосасың. Балдар ше? Ағайындарға не айтасың? Мен ба? Айтайын ба? Ертең көреді ағайындар. 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 Сәлем. Жаңа жылдарыңыз іспен құтты болсын. Алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға 2025 жылда жетпеңіздер, 2026 жылда жетіңіздер. Бәрекелді. Балғынбек ше? Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, жастарыңызға жас қосылсын, денсаулықтың мықтысы болсын, аспаннан не шылса сонша насыпқа келе берсін. Бәрекелді, рахмет. Енді келін жалпы біздің басты міндет осы еді. Ағайындар бір-бірін таныстыру, бір-бірін біліп отырсын деп жатырмыз. Мына балдар, қыздар өсе берсін, Құдай қаласа алды келген жаңағы Болатбек, енді армияда ғой, армиядан жақсы елге оралсын, жақсы келін, ибалы, иманды жерден келін бұйырсын осы үйге. Қыздар бойжетіп қапты, жақсы жерге жаңағы жақсы оқып, жақсы орны жағасын, осы үйге ағайын болып бәріміз қызметке келіп нәсіп етсін. Аман болыңыздар, ағайын ынтымағы арта берсін, әрдайым осы жақсылықтар бас қоссын нәсіп етсін. Біздің келіп тұрған жеріміздің аты Бестам деп аталады екен. Неге олай десеңіздер, бұрындары жаңа тұрмыс елді мекені құрылған уақытта оң жағалауда бар жоғы 5-ақ үй болады екен. Қазіргі кезде көріп тұрсыздар, бұл үйлердің саны көбейген, бір 50-60-ға жақындап қалды. Тағы бір қызық жағдай, мына жолдың сол жақ беті жаңа тұрмыста, ал оң жақ беті Қабланбек әкімшілігіне қарасты екен. Ассалаумағалейкум ағайындар. Тағы да бір ағайынымыз үйінде келіп отырмыз, Құдай қаласа деп осы жаңа тұрмыс елді мекеніндегі негізінен бұл бауырымыз Қарақалпақ елді мекеніндегі Орын Қожа көкемнің баласы. Баққожа деген бауырымыз. Көкемнің нешемен егіңіз, неше отбасыдан, неше бала, неше қыз, өзің бір отбасын таныстырып кетсек. Орын Қожадан тараған 3 бала, 1 қызбыз. Аттары? Қуанышбек. Үлкені? Үлкені Қуанышбек, 84 жылғы. Баққожа мен өзім 86-мын. Ерғант деген ініміз бар, 88 жылғы. Одан кейін Арайлым деген 98 жыл қарындасымыз бар. Қарындасымыз бар. Қуанышбек Қаралпақта ма? Қаралпақта. Ерғанатта? Үлкен үйде ол, Қуанышбек үлкен үйде, Қаралпақта. Ерғанатта? Ерғанат Қаралпақта енші бөлек болды. Қарындас қайда тұрмыс құрған? Қарындас Бозайға шыққан. Бозайға шыққан ма? Жақсы. Жақсы. Енді бұл негізінен жаңа тұрмысқа қай жылда көшіп келдіңіздер? Жаңа тұрмысқа біз 2019-да көшіп келдік. 2019-да көшіп келдік. Оған дейін Қарабақта тұрдыңдар. Жақсы. Енді Баққожа мына келінмен таныстырып, балдармен, қыздармен өзің таныстырып шығасың ба, келін таныстырма? Келін қай жердің қызы? Келініміз Барашев деген жерден. Есімі? Ұлдана есімі. Ұлдана. Төркін жайлы өзіңіз айтып бересіз ба? Бір жұттың қызымын, әкем Қалдыбай. Құдағилар? Анашым Гүлнар. Мектепте жұмыс істейді. Зергер. Зергер ма? Зергер.
Жақсы. Екеуіңізде мына балдарда өзіңіз таныстырып жүрсіз ба? Баққожаны таныстырдыңыз ма? Таныстырып. Үлкеннен бастап. Үлкен баламыз Нұрғанат. Нұрғанат неше оқиды? 9-шы класс. 9-шы сыныпқа қай жылы? 2011. 2011. Жақсы. Екіншісі Абдулхамид. Абдулхамид. 2012. 2012. 7-ші класс оқушысы қазір. Бокстан қызығушылығы бар. Жүр, боксқа қатысып. Боксер ма? Біз қазір сұраймыз оның қазір жеке-жеке сұраймыз балдардан. Одан кейін қызым 2014 Алтынай. Бұл 5-ші класс оқиды. 5-ші сыныпта? Кішкентайымыз Нұрболат 2019 жылы. Бұл 1-ші класс. 1-ші сыныпқа бар ма биыл? Жақсы. Енді балдарының мен сұрап жатқан балдардың арасында өнерлері бар ма? Өлең айтатындар, боксер, спортсмендер ма? Мына кімдер ше? Екеуі де бірге. Екеуі де боксқа қатысып жүр ма? Екеуі де боксқа қатысып. Жүлдеде орын аласыңдар ма? Иә. Алтынай ше? Алтынай жоқ қазір ше. Бейсі ма? Барады оқыда қаласа өзі орнына келеді. Мектептерде ән айтады негізі. Мектептерде ма? Жақсы. Енді мына біздің негізгі мақсатымыз Баққожаны ағайын бір-бірін таныстыру. Жаңағы алдындағы біз Теміртаудағы совхоз Қапанбектегі екі бөлімді салдық қой, 3-ші жаңа жұмысқа келіп отырмыз. Бүкіл жан-жақтағы ағайындар бір-бірін таныстыру, ағайындар бір-бірін көрсін, балдар ертең бір-бірін танысын деген мақсатпен ағайынға жалпы араласып жүреді совхозбен жаңа тұрыппен жақсы. Жиын тойда енді көп араласып тұрасың, а? Араласып. Осы жерге сіңісіп кеттің ба? Иә, жақсы, құда қаласа осы жердеміз ғой. Жартылай қарап оқып жатыр ма? Бәрібір тартып тұрады ғой енді, 5-6 жыл енді болды ғой, 10-15 жыл болғаннан кейін, осы десем қазір. Көкем өткенде сұрағым, көке, осы жақ кемес білсем жоқ, сол жағы үйренген ғой, Қарақалпақта дейді да. Үйреніп қалған ба? Үйреніп қалған жері. Қиындау ғой бәрібір. Енді ағайынға айтатын сәлемдеме бар ма? Ертең ағайындар көреді мұны. Ағайындарға не дейміз, құда қаласа өстіп, мына Асқар көкем жақсы нәрселер түсіріп жатыр екен, құда қаласа, молодец, мен ризамын көке. Алла бұйыртса, ағайындар бәрін бір-бірімен өстіп таныстырып жатқанға ризамыз, басқа ештеңе айтамыз. Полкі Батырқожа алға ғой. Кел, қош жүріңіз. Ағайын, ертең ағайын берде абысындарыңызбен, келіндеріңізбен жақсы араласып тұрсыз ба? Иә. Танисыз ба бәрін, совхозбен жаңа тұрмыстағы? Иә, темеде танимыз ғой бәрін. Жақсы танимыз ба? Чаттары, группалары, гәбі дейді ме? Жақсы. Ағайынмен бәрін аралап келіп жатыр екенсіз ғой, үлкен жұмыс енді оның барлығы. Көріп ырза болып отырмыз енді. Өстіп бір-біріне таныстырып, бір-бірлеріне кіріп, ынтымақ одан әрмен күшейе түскен жақсы. Алғаса берсін, жақсы рахмет. Бауырларым қосатын ма деймін, бірдеңе айтайын деп тұрмын. Ағайындар танисың ба? Ағайындар не сәлем айтасың ертең үйден қарап отырады. Айтасың ба бірдеңе? Алға десең болды. Бұл жеті адам бір деген. Сен де білесің бе жеті адамды? Жеті адам, иә. Қыздар да жаттап отыр ма бәрін? Мына екеуі жаттап, бұл да жаттап алған шығар, не? Жақсы, шежірені кіріп келіп жаңа көріскен нәрсе. Аны 14 атасына дейін білемін. Ох, мағыз, жақсы. Күледі. Енді Баққожа жалпы біздің мақсат осы еді. Енді біз айттық қой, бір әр үйге барған кезде көп нәрсе емес, басты мақсат бір-бірін таныстыру, білу деген сияқты. Осы ертең көрген кезде біз едік кішкентай балдарға, кішкентай қыздарға қызық қой, алдымыздағы ағаларымыз бізге ештеңе қалдырмай кетті ғой деп жүрмесін деп осы нәрседен қолға батырмыз. Онда осы кішкентайлар өсе берсін, әлі жассыздар ғой, арқасынан ере берсін. Құда қаласа осы үйге жақсылыққа, тойға келуді нәсіп етсін. Аман болыңыздар, амандықта көрісуді нәсіп етсін барлықтарыңызға. Жаңа тұрмыс елді мекен құрушылардың бірі Абыз жездеміз халықты сумен қамтамасыз ету үшін үлкен арықтың бойынан осы арықты қаздырған екен қолмен. Өкінішке орай осы игі істері өздеріне кері әсерін тигізіп, халық жауы ретінде сталиндік солақай саясаттың құрбаны болып дереу таралып кетеді. Сол күйі елге қайтадан оралмаған екен. Жалпы Абыз жезде деп бекер айтып тұрған жоқпын. Абыз атамыз Ақайдың қызы, Қыздаркүл әкеміздің күйеуі болып келеді бізге жезде. Елге қылған жақсылығын еленбей қалмайды деп бекер айтпайды. Осы Абыз арық деп аталатын суды қазіргі кезде жаңа тұрмыс, Қарабау және Қабыланбек елді мекендері қолданып жатқан жайы бар. Ассалаумағалейкум
құрметті ағайындар, тағы да бір жаңа тұрмыс елді мекеніндегі ең жас отбасына келіп отырмыз. Бұл келіп отқан отбасымыз Ерік деген бауырымыздың үйі. Ерік жалпы совхоз Қапанбектегі кешегі бөлімді көрдіңіздер, Елемеске көлінің баласы. Елемеске көлінің баласы. Ерікбай, енді сенің үйге келіп отырмыз, үйің өзінің Елемеске көлімен жешеммен жалпы неше өтістер, сол жағын өзің жақсылап таныстырып кетсең, кейін отбасына келетін ма? Жалпы ассалаумағалейкум барлығыңызға. Біз отбасыда 3 ағайындымыз, кішкентайымыз қарындасымыз Сабира, үлкен ағамыз Бақыт, одан кейін Берік ортаншысы ол Қарашаңырақта Берік. Біз осы ерікшімізді алып шықтық осы жаққа. Кішісі мен 86 жылы боламын. Атым Ерік. Осы Тұрталаш ағамыз ба? Жақсы. Келіннің есімі көркені өзі айта ма, жоқ? Өзіңіз айтасыз ба? Келінім есімі Айман. Осы 10 жылдықтан болады, бегілерден. Бегілер ма? Құда-құдағылар есімдері Ахан Диля. Ахан Диля. Енді Еркін мен танимын ғой. Жалпы мен барып жүрген ағайындардың бәрін бір 100% болмаса да бір 70-80% танимын. Бірақ соның өзінде танымайтын адамдар бар. Сол үшін мен арнайы сұрақ қоямын да осылай. Жаңағы өзін айтып келсін, ертең ана танымайтындар жаңағы қызық білгісі келеді деген сияқты. Жалпы екеуіңізден балдар қыздар өсіп отыр. Өздері таныстырамыздар енді, үлкеннен бастап. Жаңа өздері таныстырамыз деген өзін бастайық. Атың кім? Бастайық. Атым Нұрлан. 6 сыныпта оқимын, жасым 12-де. Қай мектепте оқисың? Номер 24 Жолдас Сүлейменов атындағы. Жолдас Сүлейменов атындағы. Жолдас Сүлейменов атындағы. Мектепте оқисың, а? Жақсы. Мына қыз, одан кейін екінші. Менің есімім Аяру. Мен 4-ші сыныпта оқимын. 2015 жылы туылып, 14 ақпан күні туылдым. Мен номер 24 Жолдас Сүлейменов атындағы мектепте оқимын. Жақсы. Одан кейін қыз. Айта, өзің таныстыр, атың қаш? Надия. Надия, жасы неште? 5-те. 5-те ма? Садикке барасың ба? Мектеп. Мектепке барасың ба? Нөлабай. Ой, қайсы мектеп жаңа? Әпшелермен ағалармен бірге барасың ба? Бәрін бірге оқисыңдар ма? Жақсы, молодец. Кейін кішкентайдың өзің айтасың ба? Ол кішкентайымыз Ернұр бақшаға барады. 2-ге толады, құдай қаласа. 2-ге толады ма? 24 па? Иә, 24. Бізге мына жаңа тұрмыс мектебі ұзақтығаннан кейін мынау Ағынайдың мектебіне бергенбіз. Бәсем жаңағы мен Жолдас Сүлейменов деген Ағынайдың мектебі ана жақ Малик Абдуллин емес деп қоямын. Алыс қой. Ұзақ. Жол алыс болмай жақындау да? Жақындау. Жақсы, дұрыс. Жалпы Ерік осы десейші, Құдай қаласа Алла өмірін берсін, өсе берсін. Жалпы не тірлік отыр өзінде, немен айналысасың? Сол кәсібіміз евроремонт жасаймыз, құрылыс жағынан. Жақсы. Содан біраз болды істеп жүргенге. Біраз жыл болды? Біраз жыл болды. Неге жаңа тұрып жүрге неше жыл болып қалды? Так, 8-ші жыл болды ау. 8 жыл болып қалды. Мен есімде болды, аяғы осы фундаменттен бастап. Масалап, өздеріңізге ағайыншылық білдіріп өшеді есімізді, жақсы. Келін мамандығы бар ма еді? Жұмыс не отыр? Медсестра ба? Жақсы. Жұмыс қайда бар? Пока үйдемін. Кішкентаймен отырсыз ба? Жақсы. Енді біздің енді жаңа тұрмыстағы осы жердегі ағайындардың 10 отбасы екен. Енді ең жасы өзің егесінен жас отбасы. Құдай қаласа ағайынның осы жердегі жаңағы ынтымағы арта берсін. Ағайынның осы ауызбіршілігін білдіру үшін келіп отырмыз. Ағайынға қосатын айтатын тілектерің бар ма? Жалпы ертең көреді ағайындар. Не дейміз? Ынтымағымыз кетпесін. Аз болсақ та саз болып, араласып, күліп ойнап, сіз біздесіп жүре берейік. Жақсы. Кейін өзіңіз қосасыз ба? Нелермен, абысындармен, келінтермен жақсы бас қосып тұрасыздар ма? Иә. Өздерінің гәптері бар, ойнап қойып. Жаңа естің ғой, қожайын келін айтты ғой. Өзіміздің гәңіз бар, жақсы. Біздің батыр уже ағайындарға болады, ынтымағы мықты екен. Кейінгі жастар қосыла берсін қатарымызға. Главный сіз біздің үшіге қалмасын. Иә. Мына қыздар тақпақ айта ма? Өлең айта ма? Тақпақ айтшы, жақсы оқитын қыздар сияқты олар.
аяғы тақтақтарың бар ма әдемі? Бар ма? Әдемі тақпақ бар ма? Есіңе түспей тұр ма? Ұстазға кеше апайың айтып бер. Ұстазға кеше айтпадың ба? Айтпадың ма? Ұстаздар мерекесі болды кеше. Сендер? Өкілі ұстаз. Өлең айтпадыңдар ма? Өнерлер жоқ па? Негізі өнерлер бар. Өлең айтып, ғасыр бізге неғып береді. Бүгін қысылып отырады. Егер айтпады ғой, енді құдай қаласа осы біздің негізгі тілі осы ағайын бір-бірін таныстыру. Бегерге айтпайды, үстіндегі шапаның алтын болса да жағаменен жең керек, ұлым патша болса да ағайынмен ел керек дейді. Ағайынмен ел бәрімізге керек, сол үшін осы бір-бірін таныстырып ертең білсем, жастарға әсіресе керек. Бір-бастыра осы жұмысты қолға алып жатырмыз, бір-бірін танысын, білсін деп. Осы отбасы жақсылыққа келуге бәрі нәсіп етсін. Кішкентайлардың саны өсе берсін, арқасынан ере берсін. Осылардың қуанышын куә болып жүре берейік, елеміз көркем жешем. Осы аман болып осыларды Аллахыңа салып жүре беріңіздер сіздер. Ағайын аман болсын, жақсылықта көріп нәсіп етсін, аман болыңыздар. Алла тағаланың қалауымен жаңа тұрмыс елді мекендегі ағайындарды өздерімен таныстыруды аяқтадық. Енді Жібек жолы ауылдық округіне қарасы тағы бір елді мекен Зортөбе, бұрынғы Варашилов ауылына келіп тұрған жағдайымыз бар. Осы елді мекенде біздің ағайындар тұрып жатыр, екі отбасы. Солармен өздерінде таныстыратын боламыз. Міне уақыт кемесіне жылдар жылжып барады, сансыз арман елесінен жанардан жас тамады. Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт жетпейді, жаным оған шырылдайды, уақыт солай өтеді. Уақыт жүріп қалай, өмір деген сарай, жылдар өтер әлі, талай, қанат қағып талмай, үміттерді жалғай, неткен жүйрік уақыт, өмір деген солай, уақыт деген қалай, жаным солай. Сүйіп өту өз өмірін, оның өзі бір бақыт, сарқылмасын ән өмірін, тоқтамасын уақыт. Бұл бақыттың әні қалай, жатқан жанды жұбатып, шаттануға әлі талай, керек бізге уақыт. Уақыт жүріп қалай, өмір деген сарай, жылдар өтер әлі, талай, қанат қағып талмай, үміттерді жалғай, неткен жүйрік уақыт, өмір деген солай, уақыт деген қалай, жаным солай. Бұл келіп жатқан отбасымыз Сабыр деген бауырымыздың отбасы. Енді Сабыр дегенде көп ағайындар біле бермеуі мүмкін. Негізінен біздің ағайындар бірнеше жерде шоғырланған. Солардың бір үлкен бір тобы шоғырланған жер бұл Өзбекстанның Шыршық аймағы ғой. Дұрыс па сәке? Мына Сабыр деген бауырымыз үйіне келіп отырмыз. Сабыр бауырымыз негізінен Әбдірахым көкемнің баласы, иә. Сабыр осы Әбдірахым көкемнен жешем аты кім еді? Ашыргүл жешем бар, иә. Әбдірахым көкем қайтыс болып кетті. Көкем қай жылғы еді? 1939, жешем ше? 45 па жешем, құдай қаласа. Ертең Шыршыққа өткен кезде жешемді бөлек ол семьясына барамыз. Енді Сабыр бауырымыз үйде келіп отырмыз. Сабыр жалпы осы Әбдірахым көкеммен неше ұл, неше қыз арайсыздар? 5 бала, 3 қыз ғой. 5 бала, 3 қыз бар. Үлкені кім? Үлкені 66, Әбдірәсіл. Әбдірәсіл. Ол қазір қай жерде тұрады? Қалау тұрады. Қалау тұрмыс Шыршықта ма? Одан кейінгісі
одан кейін қарын ана әпкеміз бар еді Шарапат деген, ол 2 жасында қайтыс болған. Қайтыс болып кетті. Кейін Асан Үсен дегені бар еді, егіздер. Сөйтіп Асанның 40-ына шықпастан қайтыс болып кеткен ағамыз. Үсен ағамыз бір келін алды да ол қайтыс болды. Қай жылғы еді? Ол қай жылғы еді? 70 жылға. 70 жылға. Одан қайтыс болып кетті. Бала шағасы сол жақта тұрады? 2 баласы бар ғой. 2 баласы келін ағам. Одан кейін Құрбан деген ағамыз бар. Құрбан. Қай жылғы? 72. 72. Сол жақта тұрады? Сентерде тұрады ол. Сентерде тұрады. Одан кейінісі мен. Өзің қай жылғысың? 74. 1974 жылға. Одан кейінгі Шарипа деген қарындасымыз бар. Мына 10 жыл тұрады. Осы жерге тұрмысқа шыққан ба? 10 жылда. Кімдерге шыққан ол жерде? Майлыбай деген кісі бар еді ғой. Бегілер. Бегілер ма? Бегілер. Одан кейінгісі Шымкенттер. Шахида деген. Шымкент қалада тұр ма? Жақсы, бөлек семьясы бар. Одан кейін ең кішкентайымыз бар ғой үйде. Мамашы қолы Садық деген ініміз ең кішкентай. Қарашаңырақта тұрады? Қарашаңырақта. Садық па? Ол қай жылғы? 81. 81 ма? Бала шағасы бар, семьясы бар, Құдай қаласа оған ертең тағы да барамыз. Енді Сабыр енді бауырым, бұл келін отбасымен өзің таныстырып енді бірге келіннің есімі кім, қай жердің қызы, төркіні қай жердегі заты өзің айтасың ба, жоқ келін өзі айта ма? Өзі айтады ма? Өзі айта ма? Өзі айтады. Келін анда өзіңізден бастайық да. Есіміңіз? Есімім Құдайхан болады. Төркін? Төркінім осы, мына Қазақстан. Осы жерде жаңа Ченек. Зортөбе. Зортөбе, жаңа тұрмыз. Барашылды ғой бір тат, қазір Зортөбе. Құда, Қуат деген құда бар еді, мен есімде, ол кісі өте даудыраған жақсы әңгімешілік кісі еді. Алдан жарылқасын қайтыс болды, 2 жылдай болды. Қайтыс болған кезде иман саламат болсын. Құдағи бар, ол жерде тұрады. Сабырмен енді қай жылда бас қосасыздар енді? Бас қосқанда 2000 жыл. 2000 жыл ма? 2001 жыл тұрмыс құрдық. Сол жақта біраз бір жылдай тұрдық. Кейін осы жаққа көшіп келдік, оралман болып келдік біз. Сол тұста алып келдіңіздер ма? Оралман болып келіп осы жерге жайғастық. Жай салдық. Араларыңыздан енді балдарға тоқталайық. 2 бала бар, 2 бала. Үлкені? Үлкенім Сейтқожа, екіншісі Оразқожа. Сейтқожа қай жылғы? 2002. 2002. Ол қазір армияда ма? Армияда. Екіншісі Оразқожа. 2004. 2004 па? 2004. Құдай қаласа екеуі де ер жетіп жүрген. Осы үйге жақсы пысық келіндер нәсіп етсін, иманды келіндер нәсіп етсін. Тойға ағайындарым осы бас қосып, осы келуге бәрімізді бірге атқарып нәсіп етсін келін. Енді ағайынға айтатын, енді ертең Құдай қаласа ағайындар көреді мынаны. Ағайындар бір-бірін таныстырып жатырмыз. Сәлем демеңіз бар ма? Ағайындарға айтатын. Шешеге айтамайды, көрмейді. Бұдан кейін араласамыз, Бұдан кейін араласамыз. Бұдан кейін жаңа шақырған жерге ағайындардың ертең көктемге үлкен бір жиыны болады деп жоспарлап отырмыз. Соған барыңыздар. Кейін өзіңіз ағайындарға айтатын сәлем демеңіз, бос жүріспес. Не дейміз бұны? Біріншіден сізге рахмет. Осынша уақытыңызды бөліп, Батырқожа несін, не дейміз, әулеттерін бәрін жиып бір-біріне таныстырып жүргеніңізге мында бір рахмет. Мына арқамызда өсіп келіп жатқан Батырқожаларымыздың, балдар, қыздарымыздың дендері сау болсын. Батырқожа деген бір әулеттің несі биіктерден көріне берсін. Рахмет. Оразқожа бауырымды бірден қосатын шығар енді. Талым айтып жүр. Мен не қосам, мен барлығыңызға сәлем біріншіден. Сізге үлкен рахмет, бізді таныстырып енді жастарымыз ғой. Құдай қаласа бәрімен танысып, кездесіп, жолып жүреміз ғой. Құдай қаласа. Енді жаңа айтты ғой, әдейі келіп отырмыз. Сабырым, енді осы біздің негізгі міндетіміз бір-біріне ағайынды таныстыру, бір-бірін көрсін, білсін. Бұдан кейін енді ағайындар қатты араласып бір-біріне барып кететін шығар деп ойлап отырмыз өзімізді. Құдай қаласа осы үйге бәріміз де жақсылыққа, тойға келуге нәсіп етсін. Осы балдар жаңағы жақсы келін түссін осы үйге. Осы тойға ағайындарды шақырыңыздар, шақырған жерге барыңыздар, ағайынның ынтымағы арта берсін. Осы жердегі жаңағы бір қауым осы жердегі жаңа тұрмыстағы ар жағында Қапанбектегі ағайындар бар, оның ар жағында тағы да ағайындар бар. Сол үшін қазіргі өзі келін білесіз ғой, ағайындардың тек қана ағайын емес, жұрттың бәрі барсаң барады, келсең келеді. Сондықтан жаңағы бәрі барған жерге барады, келген жерге келеді. Сондықтан бір-бірін барыңыздар, ағайынмен араласайық.
Бұдан былай енді Құдай қаласа ағайынның шақырған жеріне барып тұрмыз сәке. Не дедіңіз? Құдай қаласа. Онда ағайын ынтымағы арта берсін. Аман болыңыздар. Рахмет, рахмет. Жақсылыққа осы бір-бірімізді қауышуға нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Біздің келіп тұрған жеріміз Бес Жалмауыз деп аталады. Енді жалмауыз деген сөзді естігенде бірден қазақ ертегісіндегі жағымсыз мифтік кейіпкер еске түседі. Дегенмен де бұл атаудың бөлек тарихы бар көрінеді. Қазақтың ең жақсы көретін ұлттық ойыны көкпар. Дәл осы аймақтан кезінде атақты 5 шабандоз палуан шыққан екен. Сол 5 шабандоз барған жерінде жеңісті қолдан берместен салымның бәрін алып кетіп отырады екен. Халық сол бесеуін 5 жалмауыз деп атап кеткен екен. Кейін сол бесеуі тұратын осы аймаққа 5 жалмауыз деп атау береді. Осы аймақта біздің де ағайындар тұрып жатқан жайы бар. Әңгімемізді сол ағайындармен жалғастыратын боламыз. Ағайындар аман болсын. Келіп отырған отбасымыз осы Зортөбе ауылындағы тағы бір ініміз Ықтияр деген бауырымыздың үйі. Енді Ықтияр бауырымыз негізінен жаңағы бұл жердегі Сабыр інішектің үйіне барады. Сол Сабыр, Ықтияр екеуі де негізінен Шыршықтағы ағайындар. Bu yerda ағайындар жан-жақтағы мекеніне байланысты айтып отырамыз. Шыршықта бір топ ағайындар бар. Ол жаққа ертең Құдай қаласа тағы да бір бөлек түсіруге барамыз. Дегенмен де сол жақтағы ағайындардың бір 5-6 осы аймаққа келіп қойған. Соның екі отбасы осы жерде мекендеп отырған, дұрыс па? Енді Ықтияр бауырым жалпы Шыршықтағы Әріп көкенің баласы, да? Әріп көкеміз бұл өмірден өтіп кетті. Жақында осы бір-екі жылдан, карантин. Көкем қай жылғы еді? 44 па? 44 жылда жешем қай жылы? 50 ма? Ықтияр енді өзің жалпы Әріп көкеден неше бала, неше қызсыз бар? Енді 8 біз өзі. 8 ба? Бала шағасы 8. Ең үлкені Данияр ағам 70-ші жылғы. Ол қазір Самалда тұр. Самал Сарыағашта тұрады. Екінші ағам да Самал Сарыағашта тұрады, 71-ші жылғы. Аты? Бақтияр. Бақтияр. Одан кейін әпшем бар. Айжамал деген әпшем бар, Лен Сапқоза. Лен Сапқоза. Тұрмысқа шыққан. Одан кейін бір әпшем бар, мынау Ченайпеда. Аты? Аты Нұржамал, 77-ші жылғы. 77. Одан кейін бір қарындасым бар, неде, Лен Сапқоза, Жанар деген. Жанар. Одан алдым мен, Жанардан алдым мен. Өзің. Қай жылсың? Мен 79, Ықтияр. Атым Ықтияр. Одан кейін Мадияр деген інім бар. Қарашаңырақта. Қарашаңырақта 84-ші жылғы. 84-ші жылғы. Одан кейін ең кішінде кенже қарындасымыз бар, о Абайда тұрады. Тұрмыста. Гүлжамал деген. Қай жылғы? 91. 91 ма? Тұрмысқа сол жаққа шықты ма? Сосын біздің Абайда? Иә. Жалпы 4 ұл, 4 қыз. 4 ұл, 4 қыз. 4 ұл, 4 қыз. Әріп көкеден осылай өсіп бастары. Жақсы. Енді Ықтияр бауырым, енді өзіңіздің отбасымен келіннен бастап, өзімнің 8 бала жағым бар. Келіннің есімі? Баян, Умерова Баян. Қай жерден? 83-ші жылғы неде? 80 атағымыз. Төркін сол жақтан, 80 ата өзбекстан. 8 бала жағым бар. Ең үлкен қызым Өскеменге тұрмыс ашты жақында. Аты? Алтынай. Алтынай. Неше жылда? 2006. Одан кейін қызым мына Арай. Арай. Арай қай жылғы? 2008. Ағашта кетіп колледжде. Одан кейін Ұлжан. Ұлжан. Неше оқыды? 2009, 10 сынып. 10 сынып. Ұлжан. Абай мектебінде ма? 18. Одан кейін Мейрамбек. Мейрамбек. 2012, 8 сынып. 8 сынып па? Жақсы. Одан кейін Адемай. Адемай, нағыз ба? Адемай деген. Бұл неше оқиды? 3 класс. 3 сынып. 2017. Одан кейін Аяна 2018, 2 сынып. Нағыз, а? Одан кейін 2022. Адемай. Телефонға. Бұл бақшада. Айшапа бақшасында болады. Кейін нақызым Бегайып, бұл 3 айлық. 3 айлық па? Құдай қаласа, Алла өмірін берсін, өсе берсін. Қыздар балалар дүкен осы ер жетіп, бой жетіп, осы үйге тойға келуге бәріміз насip етсін. Жалпы өзіңіз енді біздің жақындар Өзбекстанда ғой, қай жылдары келістік бөге?
2010-да көшіп келдік. 2013 ма? 2010-да. Енді біздің негізі мақсат ағайындар бір-біріне жақсылап таныстыру еді. Алдында айтып кеттім ғой, енді осы біздің ағайындардың арасында бірнеше аймаққа бөлінген, бірнеше аймақта өсіп өніп жатыр. Солардың біразында өскеннен кейін өмірдің заңы ғой, бір жағында сәл арамыз алыстау болып баратыр. Сол алыстаулықтың араны жақындастыру. Ағайынға өзің айтатын сәлемдемең бар ма? Ертең ағайындар көреді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ағайындылар, рахмет ағамызға. Өстіп іздеп келіп, бірін-бірімізді татуластырып отқан. Сол жақсы жүріңіздер. Келіңіздер үй жаққа қонақ болып. Осы жердеміз. Жақсы. Рахмет. Келін, өзіңіз. Деймін сені дастарханымыз әрдайым ашық, есігіміз ашық, дастарханымыз жазулы, қашан келсеңіздер де сіз біздің үзілмей жоғалмай, бір-бірімізді танып, біліп, араласа беріп өстіп. Жақсы. Енді Құда қаласа осы үйде балдарының, осы үйдесін қыздардың осы өмірін берсін, осы үйде жақсылық той болсын, осы тойға қызықшылыққа бәрімізді келіп қызметке жаңа аяқтан тік тұрып қызмет етуге нәсіп етсін бәрімізге. Ағаймен араласыңыздар. Құда қаласа ағайындар, мына қыздар бойжетіп отырған, ұлдар ержетіп отырған, ертең той істейсіздер, тойға шақырыңыздар, ағайын болып келейін жақтан ағайындар бар екен деп, сіздер барыңыздар, алынбаңыздар, осы үйге жақсылыққа келуге бәріміз нәсіп етсін. Бүгін 28 желтоқсан 2025 жыл Алла тағаланың қалауымен жаңа тұрмыс және Зортөбе елді мекендегі ағайындарды өздеріңізбен таныстырып аяқтадық. Бағасын өздеріңіз бере кетесіздер. Ағайын дегеніміз Тәңірдің бұйрығы. Оны сен таңдай алмайсың. Тағдыр жолықтырады. Демек ағайын сенің сынағың. Жаман болса төзесің, жақсы болса озасың. Сондықтан Алла тағала ағайынға қарайласуды, көмектесуді, оларды жақсылыққа шақыруды өз құлдарына тектен-текке бұйрық еткен жоқ. Қасиетті Құранда Алла тағала Алладан қорқыңдар, туыстық байланысты үзуден сақтаныңдар. Күдіксіз Алла бәріңді бақылаушы деп бұйырады. Ағайын, ынтымағымыз жарасын. Ынтымақ бар жерде бірлік бар. Бірлік бар жерде туыстық бар.